Балет артистінің қазіргі өмірі қалай жүріп жатыр екен? Мен қазір сұхбат барысында көптеген стереотиптерді бұзуым мүмкін. Бұл қабырғада да интрига аз емес ал. Ұрып соғып оның барлығынан бірін білмеймін, неғып трагедия жасайды. Айғайлап тұрып ұрсады, жүзігін бүйтіп қайтаратын да бүйтіп мүмкін болмайтын да шығар. Сен біріншіден Астана операның деңгейіне шығу керексің. Большой театр или Санкт-Петербургтағы Мариинский театр болсын, олардан бізде ешқай жеріміз кем емес. Ресей балетінде жас қыз жігіттерді тек талантқа қарап таңдамайды дейді. Кән, балет өнерінің балалары осал деп айтпаңдар. Любите девушки, артистов балета. Менде эгом өсіп кеткен жоқ. Мен Спартак биледім ғой, мен қалай кардебалетте тұрамын. Бірақ сыртынан өзгересің, күлесің, көз жанарын өтірік болса да жағасың. Ең қымбат билеттер ол қайыр? Ең қымбат билеттер ол мынау ортаңғы буыннан жоғары қарай. Мынау сәл арзандау, сосын мына балкондар, амфитеатрлар кетеді. Сосын ары қарай бағалар түсе бастайды. Негізі Астана опера театрына келу кинотеатрға барғаннан арзан. Басты рөл қалай алуға болады? Ойбай, мазол, өкшем деген ашылып кеткен. Саусақтан қисып, жылап әйтеуір сұрап шығарып алдық. Ойбай, мен деген. О, красавчик. Балет артистінің қазіргі өмірі қалай жүріп жатыр екен? Балет артистінің енді өз басымды алатын болсам, өмірім өте қызық, өте қарқынды, көптеген шетелге шығатын сапарларым көбеюде. Енді соның арасында тепе-теңдік сақтап, өзімнің Астана опера театрымды да ұмытпауға тырысамын, өзімнің көрермендерімді. Одан қоса енді 3 баланың әкесі болғандықтан отбасылық өмір бар. Театрдан шыққанда мүлдем балетпен өмір сүрмеймін, бірақ енді жұмыс жасау керек те толықтай 200-300%-ға өзімді жұмысқа салуға аямаймын. Сондықтан енді бір ауызбен айта алмаймын қалай өтіп жатыр деп. Әрқалай, әртүрлі, сонысымен қызық. Өнер адамның өмірі америкалық сырғанақ секілді. Өрлеу мен құлдырау алмасып отырады. Соған қарамастан жылдар бойы өз биігінде қалу үшін жұмыс қалай жүреді? Енді бұл күнделікті қарқынды жұмыс, өзіңмен күресу. Егерде мен балет артисімін деп өмір бойы соны бір алға қойып, сол сенің алдында мотивацияң болатын болса, онда тез жанып, тез күйіп кетесің. Сондықтан бұл жерде тепе-теңдік сақтау керек. Тек қана балетпен өмір сүрмей, басқа да қызығушылықтарды, өмірлік қызықтарын байқауды үйрену керек. Мен өз басым әрқашанда айтамын, мен балетпен өмір сүрмеймін деп. Балет бұл тек қана менің жұмысым. Бірақ мен бұл жұмысымды өте қатты жақсы көремін. Сондықтан келген кезде толықтай жақсы жұмыс істеуге, бір нәтиже шығаруға қатты тырысамын, және де күнделікті өзіммен күресемін. Мүмкін сол тепе-теңдікті сақтағанның арқасында мен шаршамадым бұл балеттен, бұл өнерден. Сондықтан қаншалықты бұл өзгеріп жатса да, қаншалықты менің дене бітімім дайын болмаса да, немесе дайын болса да, көптеген шетелде өзімнің өнерімді көрсетсем де, бұның барлығы мен біріншіден жұмыс деп қабылдаймын, және де бұл мен үшін үлкен жауапкершілік. Себебі қазіргі таңда мен түсінемін, менің артымда тек қана өзімнің өнердегі мансабым емес, менің арқамда қазақ балетінің тарихы, қазақ балетінің болашағы, және де мен осы қазақ балетіне не бере аламын деген сұрақ алдыға сүйрейді. Бірақ та тағы да айта кеткім келеді, мен балетпен өмір сүрмеймін. Тепе-теңдікті сақтауға тырысамын. Театрдан шыққан кезде мен мүлдем балет туралы ойламаймын. Өзімнің өмірімді сүремін. Мен өмірде әкемін, күйеумін, баламын, бауырмын деген сияқты. Қандай ғажап жауабыңыз. Бірақ үлкен сахнаға шығу үшін тек еңбек пен талант жеткіліксіз дейді ғой. Сіздің жағдайда бұл қалай болды? Әрине, бұл жерде күнделікті мен жұмыс істеп жатырмын ғой, мен жұмысыма адалмын ғой деп өзіңе бір ақтаулар іздеп, бірақ та неге әлі сәті түспеді деген сұрақтар қоюы мүмкін көптеген артистер. Бұл жерде адамның ішкі пейілі қатты жұмыс жасайды. Өмірде сен қандай көзқарасты ұстанасың, айналаңа қандай адамсың, энергетикаң қандай, және де сен айналаңа не беріп жүрмін деген сұрақтарға бірінші жауаптар табу керек. Себебі адам деген іші тар болатын болса, оның айналасы да тар болады. Ал егер барынша адам айналасына көмектесіп, барынша ашық қолды, алақан ашық ұстаса, соншалықты айналадағы сәттіліктер, жақсылықтар осы адамды айналмайды. Сондықтан біздің өнерде тек қана талант пен бағанағы талпыныстан бөлек адамға осы бір сәттілік, удача дейді ғой. Сол жақын жерде жүру керек, соны сезе білу керек, соны ұстау білу керек, соның сәтін қолдана білу керек.
Жаңа айтып жатсыз ғой, удача жаңды жүру керек деп. Мен өте сәтті адаммын, байқай аламын деген ойдамын. Себебі мен әрқашанда бір өзімнің көңіл күйімді жақсы ұстауға тырысамын. Себебі қазақта жақсы сөз бар ғой. Жақсы сөз жарым ырыс дейді. Сондықтан жақсы сөйлеуге тырысамын. Әрқашанда бәрі жақсы болады, бәрі керемет болады деген ұстаным мен кішкентай кезден бері әлі күнге дейін келе жатырмын. Сондықтан қандай да бір өмірде қиыншылықтар болмасын, соның жақсылығын ғана байқауға тырысамын. Қандай да бір өзгерістер, мысалға өмірлік ағымның бұрылмалары болып жатса да, оны бір жақсы арнаға бұрылды деген сеніммен жүремін. Сондықтан адам өзін өзі бір программаға бейімдейді ғой. Сондықтан мен өзімді бір позитивті тұрғыда ұстауға тырысамын. Негативке көп көңіл бөлгім келмейді. Және де басқа біреулер өздерінің ой мен деп осындай болып жатыр деп ызыңдап әңгімелерін айтатын болса, мен ондайларға көбінесе бір дистанциямен жүргенді қалаймын. Себебі былайша айтқан кезде әр адамның өзінің басына түскен қиыншылықтар болады, өзінің өмірлік жолы болады. Сондықтан егер де адам өзі түсініп, өзін өзі өзгерте алмаса, ол айналадағы адамдар оған ешқандай көмек көрсете алмайды. Балет артистер туралы ақпарат аз. Бірақ әр шындықтың өз түтіні болады дейді. Оның бәріміз білеміз әрине. Бұл қабырғада да интрига аз емес ау. Мен де өз басымнан басқаларға бір жаман ой, бір қисық пиғылым болмағандықтан, мүмкін олар да маған солай қарым-қатынастарын сақтайтын шығар. Себебі мен жастарға өте қатты көмектесуге тырысамын, олардың жолын ашуға тырысамын, және де өзімнің барлық тәжірибемді солармен бөлісуге тырысамын. Сондықтан бір асып-тасып жатқан интрига, немесе біреудің жолын кесіп кеттім деген сияқты, немесе біреуде сенің жолыңды кескісі келіп, сенің орныңды басқысы келетін деген сезімдер әлі күнге дейін менде болмады. Мүмкін болмайтын да шығар. Иә, себебі біздің жұмыс өте адал ғой. Біздің жұмыс өте таза, адал, және де біздегі мысалға аға, көке, бәке деген сияқты әңгімелер ешқашанда жүрмейді. Себебі сен үшін біреу сахнаға шығып, ол өзінің өнерін көрсетсе, оның жақсылығын өзіңе ешқашанда жинай алмайсың. Біздің абыройдың барлығын жинайтын ол тек қана сен, тек қана өзің. Сахнаға шығатын сен, сахнаға шығып сен жаман өнер көрсетсең, оның жақсылығында, жамандығында жинайтын тек қана сен. Оны басқа біреуге артып іліп тастай алмайсың. Сен үшін сенің денеңді физикалық тұрғыда дайындыққа алып келетін басқа біреу емес. Сенің жұмысыңды басқа біреу жұмыс жасап, одан кейін сен оны мен жасадым деп айта алмайсың. Сондықтан бұл таза адал жұмыс болғандықтан барлығы алақандағыдай көрінеді. Ақ қағаздың бетіне жазылған, қара сиямен жазылған жазудай, бұл жасыра алмайсың. Сондықтан менің ойымша әркім өзі жұмыс істегеннен, өз-өзімен күрескендіктен, егер де сен өзің адал болып, өз жұмысыңа адал болып, осындай бағанағыдай бәсекелестіктің ішінде де алды болып жүрсең, саған ешкім ешқандай сөз айта алмайды. Себебі бұл көрініп тұрады. Қызық, мүмкін ол біздің қазақ балетінде сондай атмосфера ма екен? Себебі осы сұхбатты дайындалған кезде мен бірнеше Ресейдің балет артистерінің интервьюсын тыңдап шықтым. Және де Николай Тискоридзенің, Анастасия Волочкованыкін, иә. Соның арасында Анастасия Волочкова интервьюлерінде Ресей балетінде жас қыз жігіттерді тек талантқа қарап таңдамайды дейді. Біздің мемлекетте ол жақ қалай болады екен? Енді ол, мен қазір сұхбат барысында көптеген стереотиптерді бұзуым мүмкін. Николай Тискоридзе болсын, Волочкова болсын, олардың көзқарастары мүмкін басқаша, олар басқа ортада өсті. Көбісі айтады, мысалға, балет училищесіне оқығанда біз қиналды, қиын, мен баламды ешқашан балет өнеріне бермеймін деп көбісі айтып жатады. Бірақ мен үшін бұл өнер өте таза, өте абзал, өте жоғарғы деңгейдегі бір адамның сана сезімін, рухын көтеретін өнер. Бұны кез келген адам, кез келген бала бұны өмірінде 20 жылдан астам ұстап жүре алмайды. Бұл тек қана бір күнделікті дисциплина, және де осы жұмысқа адал болу керек. Енді балет өнері мен үшін көптеген әлемнің есіктерін ашты. Мен ешқашан бұндайдың бір балеттен бір жаманшылық көрмедім. Осыдан бір балетте жүрмін деп қиналмағанмын ешқашанда. Сондықтан мен қазір өзімнің тұрған дәрежемде, өз биіктігімде мүмкін басқаша сөйлеуім мүмкін, бірақ та бағанағы айтқанда интрига немесе бір талантына қарап таңдамайды деген әңгімелермен өз басым ешқашанда кездеспегенмін. Себебі келе сала бағана айтқандай таза өнер болғандықтан бізде кімнің қай деңгейде жүргені бірден байқалады.
Ал енді адамның бір-бірімен қарым-қатынас барысында енді бес саусақ бірдей емес қой. Сондықтан театр ұжымының басшылығы болсын, мысалы балет өнеріндегі, және де әртістердің арасындағы қарым-қатынастар, сосын жауапкершілік деген дүние бар. Мысалы көбісі талантты бола тұра жауапкершілігі болмауы мүмкін. Енді сен басшы ретінде мысалға сізге қалай ыңғайлы? Жауапкершілігі мол, бірақ таланты аздау, немесе жауапкершілігі жоқ, бірақ талантты әртіспен жұмыс жасаған, қайсысын таңдайсыз? Таңдау қиын екен. Маған 50% болса жақсы болар еді. 50% бірақ біздің өнерде барлығы алақандай көрінеді ғой. Мысалға таланты бола тұра ол жауапкершілігі жоқ болса, ол сахнаға шықпайды. Сахнаға шыққанның өзінде ол талант мүмкін сені бастапқыдағы бір 3-4 жыл тасып жүру мүмкін, тек қана таланттың арқасында. Бірақ жылдар өте сен де жасармайсың, сондықтан бұның барлығы көріне бастайды. Сондай кезде адам өзінің талантының арқасында билеп жүріп, кейіннен оған деген көзқарас өзгерген кезде ол осындай интрига деп қабылдауы мүмкін. Неге маған осындай қарым-қатынас өзгерді, мен билеп жүрдім ғой, неге мен қазір билемедім деген сияқты. Себебі мүмкін ол өзіне деген жауапкершілігін жоғалтқанның себебі болуы мүмкін. Ол тек қана бір сырттан келген әсер емес, сырттан келген бір интрига емес, ол адамның өзімен өзі күресу жолындағы жоғалтқан жауапкершілігі. Ал егерде жауапкершілігі мол, күнделікті өзімен жұмыс жасайтын, алдыға қойылған жұмыстың барлығын толықтай атқаратын, өзінің барын салып, тұла бойындағы дарынын сахнаға шығара білетін әртіс, ол қаласа да, қаламаса да жылдар өте деңгейін өсіреді. Сол жылдар өте деңгейі өскен кезде оған көзқарас өзгеруі мүмкін. Сол өзгерген көзқарастың арқасында ол бағанағы айтқандай интригалардың арасына да кіруі мүмкін. Неге болған беріп жатыр, неге маған бермейді деген сияқты әңгімелер туындауы мүмкін. Сондықтан бағана айтқандай бұл өте адал өнер, сахнада барлығы көрінеді, кімнің қандай деңгейде, кімнің қандай дәрежеде жүргені. Сондықтан қанша жерден интрига болса да, болмаса да, ол әртістер өз арасында олар таусылмайтын сөз, айтылмайтын әңгімелер болады, әртүрлі жағдайлар болады. Бір отбасының ішінде де екі бас сыйыспай жатады. Сондықтан мұнда үлкен театрда, үлкен ұжымның арасында түсініспеушіліктер болуы әбден мүмкін. Бірақ та мен бұны бір трагедия немесе бір жұмыстың қиын жақтары деп айта алмаймын. Бұл тек қана бәсекелестік, ал бәсекелестікті әркім әрқалай түсінеді. Қош келдіңіздер. Иә, қандай ғажап. Бұл біздің сахнаның көрермендер отыратын жері. Иә. Бұл жерде бір 1200-ге жуық адам сияды. Қарап отырсаңыздар, біздің сахнадағы отыратын орындарымыз өте комфортты. Сондықтан бұл осындай үлкен жерге неге 1200-ақ адам сияды деп ойламаңыздар. Кез келген көрермен өте комфортты, жақсы үлкен креслода отырады. Бұл жерде операға декорация құрып жатыр қазір сахнадағы жігіттер. Әрқашанда осы кеше гала балеттен кейін бүгін декорация өзгеріп жатыр. Келесі қойылымға. Негізі осы Астана опера ол менің екінші үйім деп айта аласыз ба? Жоқ. Неге? Екінші жұмыс орным ол, жұмысын қалай үй болады. Бірақ енді былай болды кездер, күндеп осы жақта уақыт өткізген кездер. Иә. Бірақ та енді екінші үйім деп жұмыс барысында творческалық тұрғыда айтуға болады. Бірақ та енді бағана айтқандай бұл жерден де демала білу керек. Себебі өнердің ортасы бұндай энергия, бұндай бәсекелестіктен әрқашанда өзіңмен арқалап жүретін болсаң, ол сені жеп қояды, шаршайсың. Бұл өмірімнің бөлігі. Ең қымбат билеттер ол қайыр? Ең қымбат билеттер ол мынау ортаңғы буыннан жоғары қарай. Мынау біреу сәл арзандау. Сосын мына балкондар, амфитеатрлар кетеді, жақсы бағада. Сосын ары қарай бағалар түсе бастайды. Түсе бастайды. Негізі Астана опера театрына келу кинотеатрға барғаннан арзан. Сондықтан бұл билеттің бағасы қанша деп бөліп жармай қояйық. Жаңа премьера болса, үлкен қойылымдар, Щелкунчик сияқты болса, әрине ол жерде бағасы сәл өседі. Бірақ ол айтарлықтай осы Астана опера беретін өнердің деңгейінің бағасы емес. Егер де біздің өнеріміздің деңгейіне бағалайтын болсақ, бұл жерде билеттің құны 100 000 теңгеден басталу керек. Себебі бұл жерде 80 адам оркестрде отырады, 100 адам сахнада жүреді. Бұның барлығы 180 адам болып қосылып, сол 1200 адамға үлкен өнер көрсетеді. Және де бұл сахнада жүрген, көзге көрінетін ғана. Ал сахнаның сыртында жүрген қаншама клининг бар, машинистер бар, бутафорлар бар, костюмер, техника,
грим барлығын қосқанда бұл жерде 500 адам жұмыс істеп Ал жүр. мына балкон ол президентский люкс. Бұл президенттік ложа дейді. Ол жерде тек қана елбасы отырады. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев отыратын бұрын, қазір Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев отырады. Олардан басқа ешкім отырмайды. Олардан басқа бұл жерде отырғызуға болмайды. Осы сахнаның сырты жұмыстар жүріп жатыр. Мына жерде режиссер отырады. Барлық спектакльдерді бағалап, қадағалап отыратын. Иә. Қашан ненің ауысуы, декорацияның ауысуы барлығын соған жауап береді. Мына декорациялар ол қай спектакль? Бұлар операдан, по-моему, Дон Карлостан. Соны жаңадан алып келіп қойып жатыр, құрып жатыр бұны. Иә, кісілер жұмыс істеп жатыр. Осы кісілер шаршамайды әйтеуір. Иә, үлкен топ жұмыс істейді екен, иә, бір қойылымына. Декорация құрған кезде бәрін құрады. Қыздар, қалайсыңдар? Сәлеметсіз бе? Міне, осы кісілер біздің қорқынышты түрімізді әдемілендіреді. Сәлеметсіз, мен Гесім Лаура. Иә. Сол үшін адем артист қорқынышты болса, соған көп уақыт кетеді, бізде. Қыздар 1 сағаттап отырады. Олар енді 15 минут отырамыз да кетіп қаламыз. Жаңа негізі айтып жатсыз ғой, мен өзімде жасай аламын, өзіме грим. Кеше жасадым, иә, кеше анау Квазимода рөлін билегенде сол кезде тез жасап кеттім, себебі мына жақта көп адамдар отырды. Және де үлгермей жаттық, голобалет болғандықтан, сондықтан кейде оны да үйрене білу керек, оны да жасау білу керек. Бірақ қыздар дегенмен де көмектеседі, сахнаның сыртында жүріп, сен мына жерің дұрыс емес, мына жерің мынандай емес деп бәрін түзеп, кейде орыс естіп аламыз, жылтырап кетсін деген сияқты. Сондықтан осы жерде тура осыған ұқсас, қарама-қарсы жақта тағы да осындай бөлме бар. Осы жерде мекен грим жасаған кезде бір микрофоннан айтады, Адамжан, приготовьтесь на сцену деп. Иә, оның үстінен бәрі естіліп тұрады. Иә. Барлығы естіледі, ар жақта париктер бар. Бұның барлығы енді қоймалар сияқты қолданылады, театрдың астындағы бос орындар. Ауыр мекен? Ауыр кәдімгідей. Ауыр, иә, бұл үлкен декорациялар ғой, қозғалмалы. Қазір мына жерде аяқ киім қоймасы бар бізде. Бұл жерде осылай аяқ киімдер сақталады. Вау! Бола ма? Anybody here? Бұл кісілер тек қана ағылшынша сөйлейді. Сіздер ағылшынша сөйлесіңіздер. Жарайды. Міне осы жерде етіктер, опера, балет барлығы. Кожаның иісі да осы жерде. Ай, кожаның иісі ма? Деп қойсаң. Аяқ киімнің иісі ма? Жоқ. Иә, кожаның иісі, иә. Таза былғардан жасауға тырысады бұның барлығы. Әр спектакльден кейін жуып, тазалап, дайындап қояды. Әрине, иә. Әр әртістің өзінің атына, өзінің бекітілген аяқ киімдері де бар. Ол өзі сахнада әлі шығып жүретін болса, оның аяқ киімін ешкім басқа кимейді. Жаңартылып отырады барлығы. Тексеріледі, бұның барлығы номерация жасалынған, сондықтан осындай «Нала бутена» деп қойып жүре береміз. Нах деп па? Иә. Слуги мужчины дейді. Служанки женщины. Сондай құлмыз ғой бәріміз, өнерде жүрген құлдарымыз. Осындай каблукпен де билей ма? Фея дейді. Жоқ, мынау балеттен, Золушка балетінен фея құмар дейді. Феялар бұл. Соңғы етер шығады. Салмастыр ма? Менің аяқ киімдерім бар ма мұнда? Білмеймін сол қандай аяқ киім. Сұрап отыр. Балет бар ма? Балет емес не ма? Ичиги. Ичиги ма? Я ичиктер бар ма? Нас киім тесік десің. Мынау Золушкадан. Ол не сияқты ғой? Міне балеттің нелері бар. Күшті. Сіздің қандай размеріңіз Бақтияр? Мен 42. Кішкентай сияқты. Созылады ғой бұның бәрін тақап киеміз, әйтпесе егер бұларды размермен кисек, сосын өкшеміз айдалада, басымыз айдалада қалады. Міне менікі. Адамжан. Күшті. Лакированный ма? Лакированный. Мына жерде мысалға дайындайды аяқ киімдеріне. Рахмет. Краскалап қойдық уже Сочиға баратын. Енді былай қарай барсақ, костюмдердің қоймасы бар. Иә. Сол жаққа барамыз, костюмдердің қоймасына. Костюмдер бұл жақта секция, балет ол. Міне айтып кетем тұр, міне мужской костюм. Сәлеметсіз. Саламатсыздар ма? Вау, бір бөлек әлем екен. Иә, осы кісілер біздің костюмдерге жауап береді, қарайды. Қазір басқа балетке дайындап жатыр. Мынау Аида операсы болған, соның костюмдерін қазір жинап, қайтадан складқа номерацияларын жазып, түгендеп, сақ қояды. Қазір операны түгендеп жатыр. Мысалға мынау Спартак балетінің костюмдері бар. Иә, турасы. Мынау барлығында. Ар жақта Дон Кихот тұр, ане. Собор Парижский Богоматери тұр.
бұл шапандар барлығы қай операдан деді? Абай ма? Қызбек па? Жібек или Қарагөз, по-моему, да? Жоқ. Жоқ, Қарагөз балет қой. Алпамыстан. Ертең тойбастарға подборға. Концертке. Концертке дайындап жатыр қазір. Концертке дайындап жатыр. Қазақ операсындағы шапандар ғой барлығы. Кинодағылар сізден арендаға ала ма екен? Жоқ, бермейміз. Бермейміз. Тек қана Астана операның қойылымдарында ғана қолданылады. Бұл жерде ешқандай бір пайда көру, ақша табу ешкімде ондай жоқ. Сондықтан бұл жерде тек қана осы театрда болатын қойылымдардың костюмдері тек қана өзіміз қолданамыз. Жүріңдер, балеттің залға барайық. Мынау енді біздің дайындық залымыз. Мынау мысалы арнайы балет полы міне. Иә. Бұл кішкене буындарды сақтап қалар. Иә. Сондай. Бірақ батут сияқты жұмыс жасамайды, бірақ инерцияны кішкене қабылдайды. Бұлар жастар, бұл Досхан, Назира Заетова. Досхан деген жақсы, мынау болашақта мықты жігіт болады, 21 жаста қазір. Бұған өзім үміт артып отырмын кәдімгідей. Бұл қандай қойылым екен? СДС балетінен юность деп аталады. Жастық шақты бейімдеген ада жоқ. Алғашқы махаббат, алғашқы бастапқыдағы эмоциялар, соларды бейнелеп көрсетеді. Қандай әдемі. Осылай дайындалып жатыр. Негізі балериналар неше келі болу керек? Неше келі бұл енді жеңіл болса жақсы ғой. Сол 50 килограммға дейін ғой. 45-50 килограммға дейін. Ары кетсе бір 52-53 дейін барады. Бірақ бойлар ұзындармен билесе, олар 55-ке дейін барады. Жақсы. Бірақ енді 60-тың айналасында жүргендер олар жоқ. Сахнада да ондай көрінбейді қатты, сондықтан. Дегенмен де профессионалдық тұрғыда айналысқандықтан біз сақтауымыз керек. Бір белгілі бір салмақ. Мынау енді басқа зал. Талғатұлы, бұл жігітпен мен 2004-тен бері таныспын. Сәлем. Екеуміз бір бөлмеде интернатта тұрдық, өстік, бір нанды бөліп жедік. Қалай жағдай аңсар? Театрдың балалары бұларында. Иә, дұрыс. Кән, Амир, стань вот так видеоға. Сәлеметсіз. Тұрсай. Тоже мне біздің жастар балет өнерде көрдің? Жастар. Кән, бит. Поз сделай, поз. Балет өнерінің балалары осал деп айтпаңдар мынандайға қарап. Арқалары қақпақты, бәрі бицепстары мощный. Әне. Нағыз жігітті іздейтін қыздар осы жерге келу керек екен ғой. Иә. Бойдақсыңдар ғой. Любите девушки, артистов балета деп я. Қандай гримерканың номері қандай екен? Ой, мен ең көз тимесін деп ең онша еместерін көрсетіп жатырмын. Қазір красавчиктерін көрсететін болсам, болды, сынасыңдар бұл жерде. Осы менің әлемім. Бұлар да менің өнердегі отбасым десек болады бір жағынан. Бірақ бағана айтқандай, балет өнерімен өмір сүрмеймін. Мынау сахнаның үсті. Бағана біз астымен өттік қой, енді үстіндеміз. Декорацияларды ауыстырып отырмын. Міне нағыз декорация не екен? Механизмдер бар, ауыстырып көрсетеді. Астана опера театрының техникалық мүмкіншілігі өте жоғары. Мынау сахна астыға кетіп, астынан басқа сахна шығып, мынау айналып, көрсетіп тұр. орындар ауыса береді. Жоқ, мыналардан басқа мынау пол еденді айтам. Еден кіріп кетеді, көтеріледі, мынау былай қарай келеді, мынау астына кетіп қалады, айналады. Ана жақтағы былай қарай жылжиды. Мүмкіншілігі өте жоғары. Сол үшін айтып отқан біздің Астана опера театрының деңгейін Қазақстандағы басқа қалаларға апарсақ, біз толықтай ашыла алмай қаламыз. Балетті ең алдымен өнер деп қабылдаймыз, иә? Бірақ оның ішінде бәсекелестік, жаңа айтып жатсыз ғой, бәсекелестік те бар екен белгілі. Біздің театрда қызғаныш, күрес шынымен бар шығар. Бұл енді балет өнеріндегі басшылықтың жұмысы. Осының барлығын тепе-теңдік сақтайтын, және де әртістермен шынайы түрде әңгімелесе алуы, солармен қарым-қатынас сақтай білуі, ол тек қана басшылықтың жұмысы. Көркемдік жетекшіміз бар бізде, Асылмұратова Алтын Әбдіхимовна. Сол кісі ол балетте, қай балетте кімнің қашан шығатынын сол кісі белгілейді, себебі сол кісінің сол жұмысы, сол Алтын Әбдіхимовна солармен дайындық өткізеді. Әркімнің деңгейін, ол кісінің енді өзінің дәрежесі деңгейі өте жоғарғы болғандықтан ол бірден көреді. Адамға бір көзі қараспен ақ билегенін қарап,
кімнің дайын емес екенін толықтай біліп отырады. Сондықтан бізде ондай бір көптеген сұрақтар туындамайды. Әрине әртүрлі кезде болады, кейде мысалға бізде жастарға да жол беріп жатады, ол да дұрыс. Кезінде мен де 20 жасымда мені мысалға қайнаған қазанға лақтырып жіберген болатын. Мысалға осыдан шықсаң шығасың, шықпасаң осы жерде күйесің деп. Жарайды, басты рөл қалай алуға болады негізі? Бәсекелестік және де бағанағы айтқан жауапкершілік. Соның барлығының тепе-теңдігі бір адамға үйлескен кезде сол адам басты рөлді ойнайды. Басқа ешқандай бір құйтырқы әңгіме, интрига жоқ бұл жерде. Тек қана шынайы бәсекелестік. Егер екі әртістің ішінде біреуі хореограф үшін өзінің қойған балетін жақсы орындап отырса, ол сол әртісті таңдайды. Бұл жерде ешкімнің ешқандай ренжуі болмау керек, бұны қабылдау керек. Бұл біздің жұмыстағы басты бір формат десе болады. Балет әртісінің өзін-өзі сырттай деңгейін бағалай білуі, өзінің деңгейін көре білуі. Егер де мысалға мен ешқашанда Аққу көліндегі Зигфридқа өзімді ұсыныс тастамаған болатын, себебі мен өзімді толықтай түсінемін. Принц маған ондай қатты жараспайды. Мене де жақсы осы принцтің рөлі жарасатын балалар бар. Сондықтан мен бұған бастапқыда бәсекелестікке түспеймін. Себебі адам деген өзін-өзі сырттай қарау үйрену керек. Енді ал сырттан келген хореограф ол өзінің балетін қойған кезде осы 100 артистің ішінен өзіне жақсы деген материалдарын таңдайды. Мысалы, адам базарға барған кезде сатушының бергенін емес, өзінің таңдағанын алады. Сол сияқты хореограф та өзінің таңдағанын қояды. Ол мүмкін жетекшісі, балет солисі болуы мүмкін, ол мүмкін кардебалетте жүрген бала болуы мүмкін. Егер де кардебалеттегі жүрген бала сол хореографтың балетін жақсы билеп алып кетіп жатса, оны ешқандай шектеусіз басты рөлге қоя береді. Бастапқыда бұл Спартак балетін ұсынған кезде бұл жерде үлкен бәсекелестік болды. Ол кезде мен жас болдым, ол кезде мен кардебалетте жүрген балет әртісімін. Бағанағы айтқандай хореографтың таңдауымен алынған партия болатын. Бірақ та маған беріп тапсырылғандықтан мен өзімдегі тұла бойымда біткен таланттың барлығын сыртқа шығарып, осы балетті, арманымда жүрген балетті билесем екен деген ой болды. Және де жұмыс барысында хореограф та өзі ақырын ысырып тастап мені қалдырған болады. Досжан Табылды екеуміз қалдық. Бірақ та алғашқы премьерасын мен биледім. Жас бола тұра, бағанағы бәсекелестің арқасында енді мен таңдаған болатын. Сондықтан бұны мен билеп болған кезде бір жеңіс деп қабылдадым деп айта алмаймын. Бірақ та бір ішінде жүрген үлкен дүниенің жабылғанын, үлкен бір сұрақтың жауабы табылғанын сезіндім. Біріншіден, әрине бағанағы Тұрсынбек Абдуовичтің маған деген атқарған жүгін алып шыққаным, жауапкершілікпен өзімнің деңгейімде өтіп шыққаным, және де театрдың алдындағы бір абыройымды түсірмегенім, маған тапсырған үлкен жұмыстың атқарылғанын сезіндім. Мен де ешқашанда біреуді жеңдім немесе біреуден асып түстім деген ішінде ешқандай бір жауаптар шықпайтын ешқашанда. Себебі мен бұны жұмыс деп қабылдаймын. Келдім, жұмыс жасадым. Жаңа айтып жатсыз ғой, Спартак рөлі карьераңыздағы биік шың, одан бөлек Лебединое озеро, Щелкунчик, Дон Кихот, Собор Парижской Богоматери, Қарагөз деген Ромео и Джульетта, әлемнің жарты мемлекетін аралап шықтыңыз. Ауылда дзюдомен айналысқан кішкентай бала Бақтияр бұл туралы армандады ма екен? Әрине армандаған жоқпын. Ауылда өскен бала бұл балет туралы не екенін де білмедім. Бастапқыда мен енді өзімнің өскен Сарыөзек, Кербұлақ ауданындағы Сарыөзек ауылында өскен кезде мені ата-анам осы жер маған тар деп үлкен қалада оқысын деген оймен Алматы хореография училищесіне берген болатын. Сол жерде 1-2 жыл жүрген кезде енді біз шынымды айтайын, ұстаздың айтқанын ғана жасап жүрдім. Себебі анам ұстаз болғандықтан мен үшін ұстаздар үлкен бір дәрежедегі адамдар болатын. Солардың сөзін жерге тастамау, солардың алдында ұятқа қалмау деген сияқты сол мені алып жүрді бастапқыда. Кейіннен өнерде жүрген ағаларымыздың өнерін қарап қызыға бастадық.
сосын халықаралық байқауларға бара бастадық. Сол кезде бір жеңістің дәмін сезгендіктен ақырын шабыт ашыла бастады. Кейіннен сана сезіміміз кіріп, осы бірдеме жасала бастағандықтан қуаныш әкеле бастады бұл. Содан кейін бір бәсекелестікті сезе бастадық жақсы жағынан. Сондай бір сезіммен келдік, бірақ өзімді былай бала бақтиярды еске алатын болсам, мүмкін балет болмаса мен олимпиада чемпионы болар едім. Себебі менің бапкерім Сарыөзекте мені Алматыға оқуға алып кеткен кезде өте қатты менің ата-анама ренжіген болатын. Сендер менің дарынды баламды, бұл олимпиададан бірақ шығатын баламды сендер неге балетке бересіңдер деп ренжіген болатын. Кейін бірақ жылдар өте ол кісі менің жетістіктерімді, жеңістерімді естіп, өте қатты қуанып, осындай бір батасын, алғысын айтқан болатын. Жолыңыз бөлек екенді қабылдап. Қабылдап, және де дегенмен де жоғарғы деңгейге жеткенімді көріп, қуанып, менің ата-анам арқылы айтып жатқан болатын. Бірақ бастапқыда өте қатты қынжылған, менің әкеме ренжіп, сен деген осындай талантты баланы неге күрестен алып кеттің, бұл олимпиада чемпионы болатын еді ғой деп. Сондықтан менің ойымша, менің өзімнің өмірлік ұстаныммен, көзқарасыммен сол күресте де жүрсем, мүмкін кем дегенде 3-4 күн олимпиада чемпионы болар едім. Балаларыңыз спортпен шұғылданады ма екен? Спортқа өте бейімді, мен сияқты. Физикалық тұрғыда координация жағынан, күш жағынан барлығы берілген, шүкір. Сондықтан биледім. Негізі балетте салыстыру деген нәрсе бар ма екен? Салыстыру әрине болады. Әр дәуірдің өзінің артистері бар, әр дәуірдің өзінің жұлдыздары бар. Менен кейін де басқа біреу шығады, маған дейін де біреу болды. Сондықтан бұл дәуірді ұстап қалып, осы дәуірге бір жабысып, соған жан таласып, мен ғана қалайыншы деген ой менде ешқашан туындамаған. Мен керісінше барынша осындай бір Бақтияр Адамжан сияқты 10 әртіс біздің Астана опера театрымызда болса, әлемнің түкпір-түкпіріне осылай шақыртулармен өзінің өнерін көрсетіп жүрсе, қандай керемет. Мысалға біздің театрдың, қазақ балетінің аты қалай тез кеңінен таралар еді. Маған да бір үлкен көмек болар еді. Ал сіз үшін кім үлгі мысалы? Мен үшін үлгі адам жоқ. Бір үлгі деп мысалға оның өмірін сүрмегендіктен мен мысалға біреуді үлгі тұта алмаймын. Себебі жасым келген сайын өмірдің қаншалықты қатпар өзгеше болатын, сан алуан әртүрлі болатын көре тұра мысалға мен біреуді үлгі тұта алмаймын. Себебі көптеген балет артистері бар, өнері керемет, бірақ өмірде ұтылған адамдар бар. Немесе керісінше өмірде ұтса да өнерде ұтылған адамдар бар. Сондықтан бұлардың барлығының өзінің жолы бар, менің жолым басқа. Сондықтан өнерде болмасын, немесе басқа да бір салада жүрген адамдар болмасын, мен үшін бір пір тұтып, осы маған үлгі болады, осы адамның жолымен өтсем екен деген ешқашанда ой туындамаған кішкентай кезімнен бастап. Ал әріптестеріңізбен араласасыз ба екен жай өмірде? Әрине араласам, достарым көп. Енді балет өнері сондай бір кішкентай әлем ғой, сондықтан тек қана театрда емес, жай өмірде де біз барлығымыз араласып тұрамыз. Менімен бірге оқыған қаншама достарым бар. Басқа саладағы өнердегі жүрген азаматтармен де араласуға тырысамын. Ол драма театр болсын, артистер болсын, музыканттар болсын. Сондықтан бір шектеу жоқ менде өз басымда, бір адаммен қарым-қатынас сақтау арасында. Маған оның дәрежесі немесе жұмыс істейтін орны маңызды емес. Ең бастысы ол адам ретінде өзінің орнын тапқан адам болса болды, және де өзінің аузынан шыққан сөздері дұрыс болса болды, ең бастысы маған. Себебі егер аузынан лас әңгіме шығып, немесе бір бағана айтып кеткендей бір негатив тарататын адам болса, ондай адамдарды мен өте қатты бір өзімнің өміріме жақындатқанды қаламаймын. Сондықтан бір қатып қалған қағида жоқ мен үшін адаммен араласу барысында. Ол әртүрлі жастағы, әртүрлі өмірлік ұстаныммен жүретін адамдар. Негізі жасыңызды айтсам бола ма екен? Айта беріңіз. 34-ке биыл толдыңыз. Балет әртісі үшін толысқан жас 18 жастағындай күлбендеу емес бұл, әлде қате айттым бе екен? Енді ол жас деген тек қана адамның басында қалатын сандар ғой. Бірақ соның өзінде де кішкене деңгейіңізге қиындау шығар деп ойлаймын. Жоқ, мен өзім 20 жасымда да осындай сана сезіммен жүрген болатын. Мен әлі күнге дейін уақыт өте келе тек қана тәжірибе жинаудан басқа мысалы өзімнің өмірлік көзқарасым мүлдем өзгерген жоқ. Сол өзімнің бозбала кезімдегі ойлаған дүниелерім әлі күнге дейін менің миыма келіп қонады. Сондай көзқарастармен әлі күнге дейін жүрмін. Ешқашан өзгерістер болмаған. Сондықтан білмеймін, өз басым жылдар өтеді, уақыт жылжиды,
бірақ та менің көзқарасым әлі күнге дейін өзгерген жоқ. Тек қана тәжірибе қосыла отырып, мүмкін оның шекарасы кеңейіп жатыр, бірақ та бастапқыдағы түп тамырында жатқан менің ойларым әлі күнге дейін өзгерген жоқ. 34 жас деген ол қазір ер азамат үшін өте керемет жас. Балет өнерінде де мысалға біздің физикалық тұрғыдағы күшіміз бен ішкі дүниеміздің тепе-теңдік тапқан кезі, былай айтсақ прайм кез деп айтамыз. Қазір сізде прайм? Менде прайм, иә. Бұл прайм енді бұйырса әлі бір 6 жыл жүретін шығар, енді 40-қа дейін келіп. Енді ел қатарлы 63 жаста біздің зейнетіміз. Көреміз енді. 63 жаста билеп көреміз ба, бола ма, болмай ма. Бірақ та қазіргі таңда бір 20 жылдық стаж өткендіктен бізде бір өтемақы бар екен. Оны да алуға болады. Сондықтан көреміз енді болашақта. Бірақ та әлі күнге дейін мен өзімді физикалық тұрғыда шаршадым деп айта алмаймын. Әлі күнге дейін бір жоғарғы деңгейде өнер көрсете аламын. Әлемдік деңгейде басқа да балет жұлдыздарымен теке тіресе аламын. Олардан ешқай жерім кем емес. Сондықтан жылдар өтеді, бағанағыдай уақыт сырғиды. Бірге билейтін әріптестеріңіз жайлы білейікші. Жұптасып өнер көрсететін әртістер әдетте өмірде де жұп болып жатады. Балет әртістерінің арасында ондай бола ма екен? Көбінесе бұны ыңғайлы деп санап көбісі қабылдайды, себебі таңның атысынан кештің батысынан. Рөлдер шынайы болсын деп. Ол рөлдің шынайылығы, біріншіден былай айтып кетейік, неге көбінесе осындай бір салада жүрген жұптар жиі кездеседі. Себебі жұмыс уақыты бір-бірімен сәйкес келеді. Таңның атысынан кештің батысымен сол бір жерде бір қазанда қайнайды. Сырттағы адам оның дүниетанымын, өмірін түсінбей қалуы мүмкін. Сондықтан сол комфорттық жағдайда өздерінің отбасын құруға немесе жұптар құра бастайды. Бірақ мен өз басым бағана айтқандай, балет өнерімен мен ешқашан да өмір сүрмегенмін. Тек қана балетпен шектелмегенмін. Сондықтан менің әйелім бұл балет өнерінен емес. Өнердегі адам, бірақ балеттен емес. Ол музыкант, бізде оркестрде жұмыс жасайды. Енді мен бастапқыда бұрыннан айтатым, енді балет туралы жұмыста көрсең, жұбайыңды жұмыста көрсең, одан келіп үйде көрсең, айтатын әңгімелерің балет болса жынданып кетесің ғой. Адам деген ол шаршайды ғой. Кім білсін, біреулерге ол қызық. Себебі басқаны білмейді, сол үшін қызық деп санайды. Айтып отырмын, адам деген көбінесе бізде балет әртістері шектеліп қалады. Тек қана балетпен немесе бір өздерінің ойларын шектеп қалады, сана сезімдерін ары қарай кеңейткісі келмейді. Өмір деген өте қызық қой, айналада қаншама керемет жандар бар, өте керемет қызықты дүниелер болып жатыр. Бірақ та енді сол театрмен өмір сүретін адамдар, бағана айтқандай мен көптеген көзқарасты қазір бұзамын. Өзімнің көзқарасыммен айта кететін болсам. Әрине, адамдар өзіне жұп табу өте қиын. Бірақ дегенмен де сыртта көптеген қызықты өмір болып жатқанын ұмытпау керек. Енді бағана айта кететін, бұл сахнада өзіңнің актерлік шеберлігіңді көрсету барысында шынайылық таныта аласың ба деген, ол өтірік әңгіме. Себебі адам ол немесе актерлік шеберлігі бар, немесе ол жоқ. Болды. Осыған ғана тақалады. Ол қаншалықты өзінің жұбымен билеп жатыр ма, басқа біреумен билеп жатыр ма. Егер адамның ішкі дүниесі қуыс болса, ол көрерменге дым да бере алмайды. Сондықтан ол бастапқыда интеллектуалды дамыған, рухани бай адам болу керек, өмірлік тәжірибесі кеңінен болу керек, және басқа адамдарды психолог ретінде түсіне білу керек. Мысалы, кез келген кейіпкеріңді билеген кезде сен сұрақ қоюың керексің. Қандай кейіпкер, қандай өмірлік этапында мен бұл персонажды, кейіпкерді сомдап жатырмын. Мысалға, мен Спартакта көбінесе басқа Спартактарды қарағанда олар бір жауынгерді келтіріп, бір күресіп жүреді, қиналып жүреді. Мен үшін Спартак деген ол қарапайым адам. Сол оқиғаның болып жатқан үшін сондай адам болып шыққан. Ол құлдыққа түсті, құлдықта өзінің досын өлтіреді деген сияқты, ол бостандықты қалайды, және де артынан жүрген адамдар жүр бірге барайық дегендіктен, ол мәжбүрлі түрде соларға жауапкершілік алған адам күрес жолында. Ол мүмкін жалғыз қалғанда жылайтын шығар, мүмкін ол қиналатын шығар. Адамгершілік жанынан сіз көресіз негізі? Иә, әрине, ол адам ғой. Ол кез келген адам. Ол ондай бастапқыда айтылатындай бір мықты бір қаһарман батыр болса, ол құлдыққа не үшін түседі? Онда құлдыққа түспейтін еді ғой, ол құлдыққа түспей өзіне негізі рөлге қалай дайындаласыз?
рөлге сондай сұрақтар қоя отырып дайындаламын мысалға. Жалғыз дайындаласыз, жоқ біреулерді жалдап, әңгімеден құрастырып? Жоқ, оның барлығын не керегі бар? Айтып отырмын ғой, адамның өзінің ішкі дүниесі қуыс болмаса, ол өзінен ақ шығарады барлығын. Мысалға, өмірде сен махаббат сезінген болатын болсаң, соны еске түсіресің, соны сахнаға шығарасың. Мысалға, сұхбат барысында мен көз қарасымды сізден алмай отырып әңгіме айтатын болсам, сіз де менен мысалға коннект ұстаймыз да, сол қалады, ол сахнада көрінеді. Ал егер де мен мысалға сізден өтіп былай қарап әңгіме айтатын болсам, ол сізге біртүрлі болады. Ол да сізге байқалатын болады. Сондықтан бұл энергетиканың барлығын тәжірибе барысында түсініп үйрену керек. Және де ол тұла біткен бағана айтқан дарын болу керек, түсіне білу керек актерлік шеберлікті. Ол кез келген адам бұны үйреніп алатын дүние болатын болса, неге бәрі актер болып кетпейді? Бұны дегенмен де сезіне білу керек. Сахнада деңгейіңнің қандай жерде жүргенін көрермендер бірден біліп қояды ғой. Мысалға, кім қаншалықты шынайы ойнайды, біреуге қарап отырып сенбейсің мысалға. Сондықтан сен билеп жатқан дүниеңе өзің сену керексің. Және де сол балеттегі оқиғаны толықтай түсіну керексің. Қай кезде, қашан, не үшін бұл іс-қимылдар қойылды. Соның барлығын біз дайындық барысында зерттейміз ғой, соның барлығын түйсікке ілесің. Бірақ ішіңде суық, толықтай сана сезім, білесің қайда бара жатсың, қайда келе жатсың, музыка қалай ойнап жатыр, сыртта не болып жатыр, соның барлығын сен бірге ала жүре өзіңнің персонажыңды ойнауың керексің. Кинодағыдай балетте химия бар ма екен? Енді өз басым кездестірмедім, мүмкін басқаларда болып жатқан шығар. Мен бірақ суыққанды келемін өз жұмысыма, сондықтан қандай персонажды ойнамасам да, қандай кейіпкерді сахнаға шығармасам да, мен бастапқы тұрғыда өзімнің Бақтияр Адамжан екенімді ұмытпаймын. Және де билеп жатқан дүниеме қатты өмірімен баспен сеніп кіріп кетпеймін. Сондықтан жоқ, өзімнен де химия туындамайды. Себебі таңның атысынан әртүрлі дайындықтарда неше түрлі көресің, ол өзіңнің балеттегі жұбыңды. Сондықтан ол тер болады, немесе шаршап келеді деген сияқты, кейде ұрсамыз. Сондықтан ешқандай химия ол жерде туындамайды, тек қана жұмыс деп қабылдаймын өз басым. Мүмкін басқаларда туындап жататын шығар, білмедім. Қазақстан балет өнерінің әр кезінде көрнекті тұлғалар бар. Аға буын үшін сондай дара есімдердің бірі Заурбек Райтбаев, Сара Көшербаева, Болат Аюханов болса, қазіргі көрермен үшін танымал тұлғалардың бірі өзіңізсіз. Болашақ жайлы айтайықшы. Рамазан Салихұлы Баповты айтуды ұмытып кеттіңіздер, менің ұстазым. Қазіргі таңда енді өзім болатын болсам, болашақта көбінесе әр әртістің өзінің қолында, бірақ та болашақта мен өз басым сондай әлемдік деңгейдегі әртістерді шығаруға барлық күшімді саламын, өзімнің тәжірибемді беремін, таныстарым болсын, әртүрлі қарым-қатынастық жолдағы ақпарат болсын, толықтай бөлісуге тырысамын. Енді жастар өте керемет қазір, жақсы, дарынды жастар. Негізі ұстаз болғыңыз келе ме? Ұстаз балаларға емес. Себебі әлі күнге дейін өзімді ұстаз ретінде сезінбеймін. Себебі ішімдегі Бақтияр Адамжанның эгосы әлі жойылмаған. Өзімді басқалармен салыстыра отырып, оларды басып қою мүмкін. Мысалға, олардан талап еткен жұмысты мен өзімнен қатты көп дүниені талап етемін өзімнен. Өзіме деген көзқарасым өте қатал. Сондықтан сол қаталдықты мен мысалға басқаларға беретін болсам, олар көтере алмауы мүмкін. Мен мысалға айтуым мүмкін, сен театрда жұмыс істейсің ғой, сен неге мына дүниені әлі түсінбейсің, неге сен мынаны жасай алмайсың деп, оны бір жағынан басып қою мүмкін. Ол қаталдық неден, кімнен шыққан зат? Бұл өзімнің ішімдегі жүрген бір мүмкін сондай бір қасиет шығар. Себебі өзіме мен көзқарасым, өзіме біріншіден талабым өте жоғары. Сіз бойынша қаталдық мен дисциплина екі түрлі нәрсе ме екен? Бірге жүретін дүние. Себебі мен басқа біреулерден бірдемен талап етер алдында бірінші өзім соған сәйкес келемін ба деген сұрақ қоямын. Сондықтан көбінесе қаталдықтың барлығын өзім сезем. Ал негізі мұғалім қандай болу керек? Мұғалім деген ол өзінің балет артистік мансабын аяқтаған, эгосы басылған,
бірақ бүткіл тәжірибесін басқа біреуге арнасам екен, берсем екен деген жұмыс жасайтын және де басқалардың өзгерісін байқай алатын адам болу керек. Ал қазіргі таңда мен максималистік тұрғыда өзімнің физикалық тұрғымдағы сезімім әлі, өзімнің дайындығым әлі өшпегендіктен мен өзімді басқалармен салыстыра отырып олардан талап етуім мүмкін. Бірақ ол мен талап еткен дүниеге ол әлі дайын болмауы мүмкін. Сондықтан сондай бір тепе-теңдікті, сондай бір сезілмейтін, көрінбейтін дүниелерді мен байқамай қалатын болсам, ол мен дайындап жатқан балет әртіс үшін ол өте қиын болуы мүмкін, ол сынып қалуы мүмкін. Егер де әрине оған шыдап төтеп беріп алып кететін болса жақсы болады, бірақ та дегенмен де бұл өте бір абай болатын дүние, мұқият қарайтын дүние. Сондықтан қазіргі таңда өзімді бір педагог деп санай алмаймын. Бірақ та театрда әртістерге өзімнің билеген рөлдерімді соларға көшіріп беруге, соларға түсіндіруге, солармен бірге дайындық жүргізуге мен мысалға дайынмын. Бірақ та кішкентай балалармен жұмыс жасауға әлі дайын емеспін. Қазір сіз айтып жатсыз, мен бірнеше Ресейдің фильмдері еске келеді балет туралы. Сол кезде кішкентай балаларды ұрып соғып үйрететін. Иә. Сізде де сондай болды ма? Ұрып соғып оның барлығынан білмеймін, неғып трагедия жасайтын. Мен училищені еске алатын болсам, тек қана бір жақсы жақтары есіме түседі. Мен бір қатты қиналып, ойбай, осы бір балет өнерінен қиналып кеттім деген мүлдем сезім жоқ, шынымды айтамын. Назира Сәрсенбаевна бізге айғайлап тұрып ұрсатын, бірақ ол деген жақсы дүние болатын. Біз одан рахаттанатынбыз. Ол кісі бізді қатты жақсы көрген соншалықты, енді адамның жүйкесі тозады ғой, мысалы кішкентай баламен жұмыс істеу өте қиын. Күнделікті бірдемені айта бересің, ол өзгермейді, сен айта бересің, ол өзгермейді, айта бересің. Соңында сен уже физикалық тұрғыда ощущение бересің, бүйтіп жүзігін бүйтіп қайтаратын да бүйтіп бұлшығатын бізде бүйтіп басып беретін, сол сезіммен тұрасың бүйтіп. Бірақ ол кісі бізге қатты жақсы көретін, бізді әзілдеп, мысалы Ахметгалиевич Бүркітбаев, ол кісі өте мықты джентльмен, ол кісі артық әңгіме айтпайды, ол кісі аристократ, эмоционалдық бір секіртпелері ол кісіде жоқ, ол кісі дөп түседі, сөз айтқан кезде нақты түседі, сен бірден түсінесің. Сондықтан менде училищеде бір ондай бір тиранизм деген сияқты бағанағыдай. Бірақ та балалармен олай жұмыс істеген дұрыс. Егер сен профессионалдық тұрғыда бір тәлім-тәрбие алғың келсе, ол дұрыс дүние. Мүмкін сіз кішкентай кезіндегі ол дұрыс нәрсе болған шығар, қазіргі балалар басқа болғанымен. Қазіргі балалар басқа емес, қазіргі балалар олардың барлығы тура сол. Просто қазіргі таңда біздің ата-аналардың өзінің көзқарастары өзгеріп кеткен. Біз барлығымыз өте боспыз. Әйтеуір бір әркім үшін өзінің баласы бір идеал болып тұрады да, ал профессионалдық спорт немесе профессионалдық өнерге келген кезде ондай жұмыс жасамайды. Ондай кезде шынайылыққа бару керек. Егер де сенің балаңның икемі жоқ болса, сен оны ата-ана ретінде қабылдау керексің. Менің баламның икемі жоқ, оған тырысу керек. Тырысу үшін не істеу керек? Оны айдау керек, қуалау керек, ұру керек, соғу керек деген сияқты. Ол енді тікелей түрде емес, бірақ та онымен жұмыс жасау керек, күрделі жұмыс жасау керек. Қанша сағат күніне жұмыс жасау керек? Енді қазіргі таңда 10 жастан бастап ауыр жұмыстарда кететін болса, күніне сол 1-2 сағаттық қой. 1-2 сағат. 1-2 сағаттық күрделі жұмыс. Ол уақыт өте, жылдар өте, ол үлкейе береді. Бірақ бастапқыда 1-2 жылда сол 1-2 сағат жеткілікті гимнастикасы бар. Ал сіз қазір сізде қандай болады? Қазір мен сол 1-1,5 сағаттық жұмысым күнделікті, ол міндетті түрдегі жұмыс. Одан басқа дайындықтар болады. Жоқ, бізде репетицияға, осы дайындыққа дейін дене бітіміміздің физикалық тұрғыда дайындау жұмыстары жүреді. Ол буындарымызды қыздыру, классика деп айтамыз оны. Сол шынығу. Ол жерде дайындық емес, ол тек қана шынығу. Былайша айтқанда тренировка дейді. Содан кейін барып біз спектакльдерді дайындаймыз, жеке. Ал енді қайттан сахнаға көшсек, сіздің ойыңызша сахна қателікті кешіре ме екен? Әлде әр қате із қалдыра ма? Тәжірибең жоғары болса, қателікті саған кешіреді, себебі сен сол қателікті байқатпай қоюың мүмкін, көрсетпей қоюың мүмкін көрермендерге. Ал егер де тәжірибең жетпесе, сен көзің бақырайып тұрып қалуың мүмкінсің, бірдемені ұмытып қалсаң, немесе қателік жасасаң, ол бірден байқалады. Сондықтан әртістің деңгейіне байланысты қаншалықты қандай қатені қалай сахнада байқатпай алып шығуы. Бұл да үлкен тәжірибе, бұл да үлкен өнер. Бірдемен ұмытып қалған кезде ұмытпағаны сияқты адамның түрін жасап, ары қарай тоқтамай
Сондай болу керек еді деп. билеп кету, иә, солай қойылған негізі деп алып кету, ол да бір үлкен өнер. Сондықтан сахна енді халықаралық байқау немесе бір бәсекелестік болып жатқан кезде қателіктер әрине кешірілмейді, бірақ та біз барлығымыз адамбыз, әртүрлі жағдай болады. Бүгін мүмкін ұйқыға қалған шығар, мүмкін сен шаршап келген шығар. Мысалы бір ойдан шыққан бір сомдау сәттерін еске түсірсек. Кешен алайық. Кеше мен мысалға сағат 7-ден 30 минут кеткенде ояндым. Күні бойы осы бала шағаның жұмысы бар, театрдан тыс басқа да жұмыстармен шапқылап жүрдім. Содан кейін кешке түстен кейін жұмысқа келдім. Жұмыстан кейін сол дайындық басталды. Дайындықтан кейін кішкене бір сағаттай демалыс болды, бірақ ұйықтап аламын ба деп едім, ұйықтай алмадым. Содан кейін тамағымды іштім, гримға бардық. Сөйтіп күні бойы демалмай кешкі жақын сағат 7-де басталған, бірақ сахнаға мен 9:30-да шықтым. Толықтай шаршап шықтым, бірақ тәжірибемнің арқасында ғана билеп шықтым негізі. Бірақ физикалық тұрғыда менде күш мүлдем болмады. Энергия болмады. Бірақ енді сахнаға шыққанда көрерменнің алдында сол бағанағыдай актерлік шеберлікті қосасың, харизманы қосасың деген сияқты ішіңде толықтай барлығын контрольда ұстап тұрасың, бірақ сыртынан өзгересің, күлесің, көз жанарың өтірік болса да жағасың, өйткені ол актерлік шеберлік. Ал сахна негізі шынайылықты көтермейді. Егер де сен шынымен де соған сеніп деп сол бүйтіп актерлік шеберлігіңді көрсететін болсаң, мысалы сахнада шын жыласаң, ол адам сенбейді. Байқайсыздар ма, актерлар өтірік жылап үйренеді. Именно театрдың актерлары. Иә, ол да біздің балетке де қатысы бар. Сондықтан сен актерлік шеберлігін киноның актерлары бөлек кішкене. Иә, өйткені камера жақын тұрады ғой. Бірақ біз театр болғандықтан сен ішіңде мысалы шынайы сезімді сезіне отырып соны сахнада көрсетіп жүрмін деп ойласаң, ол мүлдем басқа. Сондықтан өзінің бір ережелері бар, соны көрсете білетін, соны түсіне білу керек, сол сені алып шығады. Бірақ әр түрлі жағдайлар болады, кейде демалып келіп керемет беріп шығасың, кейде болады шаршап тұрасың. Стрессті қалай жеңесіз? Стресс деген не бұл? Стресс білмеймін. Ол неден пайда болады? Неден пайда болады? Білмеймін ғой мен соны. Менде мысалы стресс жоқ. Не үшін пайда болады? Стресс жоқ болды ма екен өміріңізде? Стресс дегеннің мағынасын мен түсінбеймін. Мысалы күйзеліс па? Күйзеліс. Мен оған жеңіл қараймын. Ол күйзелісті айтатын болсақ, не үшін менде күйзеліс болу керек? Менің ата-анам сау, бауырларым бүтін, туған туысқандарым барлығы аман есен, бала-шағам өсіп жатыр. Айналам барлығы жақсы. Керемет театрда жұмыс жасаймын. Астана опера деген театрдай әлемде жоқ театр бізде бар. Жұмысқа келген кезде айналамның барлығы сұлу, әдемі адамдар, барлығы тәрбие көрген, өте таза жерде жұмыс жасаймын. Қыста жылы, жазда салқын, жұмыс істеу үшін барлық жағдай жасалған. Не үшін менде күйзеліс болу керек? Мен мысалы қарным ашып тамақ таппай жүрмін ба, немесе жыртық киіп жүрмін ба, немесе мен жұмысқа жету үшін біреумен күресіп, төбелесіп, немесе бір тығылып келем ба? Жоқ, не үшін менде күйзеліс болу керек? Сондықтан менде ондай жоқ. Күйзеліс деп енді бір қарызға белшесінен батқан, туған туысқаннан алыстап кеткен, немесе бір шетелде жалғыз өзі өмір сүретін, туған туысынан, бауырынан, туған жерінен айдалада жүрген біреулерде күйзеліс болуы мүмкін шығар, енді сағыныштан. Бірақ енді өз басыммен мысалы біреуді сағынсам, мен оған бара аламын, көлігім бар, жете аламын, жолдың барлығы жасалып жатыр, жағдайлар жасалып жатыр. Неге күйзеліс болу керек? Сондай сұрақтар қойғаннан кейін адамда күйзеліс мүлдем жоғалады. Мысалға менде мүмкіншілік бар, таңертеңгісін оянып, барып, қаласам барып кофемді алып, кофемді ішіп, қаласам қалаған киномды, телевизордарын көріп, мысалға қаласам балаларыммен саябаққа барып серуендеп, қаласам жегім келген дүниені алып барып жеп, кигім келген затты кие аламын. Сол үшін мен жұмыс істеп жүрмін. Соның нәтижесін, жемісін көріп жүрміз. Үйде ең бірінші болып өнер жолын таңдаған адамсыз. Қазақ қоғамында ер адамның әртіс болуы сирек құбылыс, әрі жат дейді. Шекара шөбіндегі ағаңыз тасташ биді деген шығар? Жоқ. Менің әкем, анам, олар өнерде болмаса да өте өнерлі адамдар. Және бағана айтқандай төтенше жағдай қызметкері, мамам мұғалім, олар көп оқыған, тоқыған, жоғарғы білімдері бар азамат пен азаматша. Сондықтан оларда ешқашанда бір балет өнері мынандай, немесе бір ұлға жат деген дүние келмеген болатын. Олар осылар қалада оқыс екен, дамыс екен деген оймен берген болатын. Менің өнерім, денемде біткен өнерімді байқаған ата-анам ең бастапқыда.
енді айналадағы бауырларымның барлығы олардың не ойлағаны маған маңызды емес. Әлі күнге дейін мысалға маған кімнің не ойлайтыны маңызды емес. Өз басым мен мысалға балет өнерінде қазақтың балеті, қазақтың баласы үлкен биікте орын тапқанын дәлелімін. Сондықтан олай ойлайтын адамдар, менің ойымша, олар көзқарасы әлі кеңеймеген, рухани байымаған, және де тек қана бір осы бір ер азаматқа бір гештальт іліп тастаған адамдар сияқты. Ондай болмау керек. Көбісі ойлайтын шығар, мен мысалы балет билеймін, ол деген бағана бір қыз сияқты нәзік шығар деп. Жоқ, ондай емес. Бізде қазақ балетінде жүрген азаматтардың көбісі өздерінің ар-намысын ешкімге жіберіп қоймайтын, есесін беріп қоймайтын жігіттер. Мен деген спортта жүрген, мысалға мен деген көкірегін қағып жүрген ер азаматтар біздің балетте күнделікті өтіп жатқан жұмысымыздың жартысына да шыдап бере алмауы мүмкін. Мысалға балет өнерін спортпен салыстыратын болсақ, біз спорттан өте қатты қиын. Ол бокстан болсын, күрес болсын, қай саланы алмасақ та балет өнері өте күрделі олардан. Себебі мысалға бокске барған кезде сен бір ары кетсе бір 10 соққыны үйреніп, соны идеалға жеткізуге болады. Ол джеб, хук деген сияқты мысалға, күресте де мысалға бір ары кетсе бір 15 әдіс бар. Енді сен вундеркинд болсаң, басқа білмейтін тағы да бір 2 әдістерді өзің ойлап табуың мүмкін. Дзюдода мысалға ол тек қана кимономен жұмыс жасайсың. Оның барлығы белгілі, қатып қалған қағидасы бар әдістер, оның даму шегіне жетіп қойған оның барлығы. Сен тек қана физикалық тұрғыда дайындалу керексің, сол әдістерді күнделікті жаттығу керексің. Ал балет өнерінде сен физикалық тұрғыда мықты бола тұра, сен өзіңнің партнершаңды сахнада әдемі жағынан көрсету керексің, соны құлатып алмау керексің, соның тепе-теңдігін сақтай білу керексің. Кейіпкеріңді сахнада жоғалтпай, ойнап жатқан кейіпкеріңнің шынайы болуын, актерлік шеберлік жағын, музыканы тыңдау жағын, миыңдағы түйсіктерді хореография жаттау жағын, және де әртүрлі стильдегі билерді сахнаға шығару, солардың барлығын бірге алып жүру, ол кез келген мен деген спорттан өте қиын. Сондықтан кез келген бала бұған шыдап бере алмайды. Сондықтан бұндай көзқарастан арылу керек. Балет деген ол тек қана өнер. Бұл жерде ешқандай бір астында жатқан бір өзгешеліктер, ерекшеліктер жоқ. Мүмкін шетелден қалып қалған бір стереотиптер бар шығар, бағана айтқандай. Бірақ ондай жігіттер балетте ғана емес, көптеген салаларда кездеседі. Мысалға өмірде көріп жүріп, талай-талай басқа да салада жүрген жігіттердің қыз-теке келетіндері. Сондықтан бұл қатып қалған бір профессияға байланбаған. Қазіргі таңда тіптен, қазіргі таңда ұқпайсың кімнің қандай екенін, қай салада жүргеніне. Сондықтан ата-аналарға айтатын, қорықпаңыздар. Балет өнері өз басыма әлемнің есігін ашты. Көптеген достар тауып берді, көптеген қалаларды көрдім, мемлекеттерді көрдім. Солардың барлығын көре тұра, мысалы Қазақстанда одан арман қатты жақсы көре бастадым. Сондықтан оның үстінде мен сізді қазір тыңдап отырып, тілдің байлығы қандай тамаша екендігін байқап отырмын да. Ұлы өнерінің де үлесі бар. Көп оқитыныңыз байқалады, сол балеттің арқылы деп ойлаймын. Сұранысқа ие болуыңызға дәл осы қасиет себепші деп ойлаймын. Сол литература жағын айтсаңыз. Енді қазақша сөйлеу, немесе қазақша өзімнің ойымды жеткізу, ол менің ойымша ешқашанда бір сенің мамандығыңа байланысты болмау керек. Сен немен айналыспасаң да, ол адам өзі ізденіп, немесе өзінің ортасы сондай болса да, орысша болса да, қазақша болса да маңызды емес. Енді соның өзінде, мысалы, сіз әртіс болғанымен күнде оқитын шығарсыз? Шынымды айтайын, мен кітап оқымаймын. Оқымайсыз? Мүлдем оқымаймын. Мен бітірген кітабым әліппе шығар. Ана тіл немесе мектепте оқыған кітаптар. Және де соңғы кездері өзімнің ұлдарыма Харри Поттердің қазақша нұсқасын оқимын. 6 кітабын бітірдік. Жатар кезде соларға оқып беремін. Бірақ та былай енді жеке алып бір кітаптың бетін ашып, сонымен үңіліп-түңіліп жүретін бір жағынан уақытым да жоқ, бір жағынан маған оның шыдамым да жетпейді. Мен бір жерде көп отыра алмаймын. Сондықтан кітаптың бетін көп ашпаймын, шынымды айтайын. Бірақ та мен нағашы атам тарих сабағынан мұғалім болатын кезінде үлкен кісілер болсын, мысалы көп көрген кісілермен сөйлескенді қатты ұнатамын. Және де қазақша жақсы өлеңдерді тыңдаған жақсы көремін, соларды бірге айтқанын жақсы көремін. Сосын бір қазақша әңгімелер тыңдаған, подкасттар тыңдаған жақсы көремін. Сондықтан бір жағынан енді
ауыз бен миым бір-бірімен дос сияқты. Мүмкін миым ойлағанда аузым шығарады. Ол да бір тәжірибенің арқасында ғой. Мысалға мен де қазір сұхбат бере отырып өзімнің ойымды осылай керемет жеткіземін деп бастапқыда сондай болғанмын деп айта алмаймын. Бұның барлығы тәжірибемен келді. Өзіңді өзің жеңе білу, қобалжуды өзіңнің ішіндегі сыртқа шығармай соны сақтап қолыңда ұстау білу, соның барлығы менің ойымша қазір бір нәтижесін беріп жатыр. Алдын ала өзіңнің ойыңды құру, және де сөз саптауың, қазақ тілі бай ғой негізі. Көптеген теңеулермен ақ сөйлей беруге болады. Ал WhatsApp'та мысалға басқа жерлерде мен өзім сөйлесетін болсам, мен тек қана гифтармен сөйлесем. Әзілде түрде мысалға телефонымда гифтардың кез келген әңгімеге жауабы бар. Сондықтан білмеймін, енді отбасым сөйлегендіктен мүмкін өзімнің қазіргі таңда балаларыма да қатты насихаттаймын. Үйде қазақша сөйлеңдер, бір-бірлеріңмен қазақша сөйлеңдер, менімен қазақша сөйлеңдер деп. Сендердің ойлау қабілетің, түсіңді сен қазақша көре бастаған кезде, сен өзіңнің ойыңды жақсы жеткізе бастайсың. Бізде мысалы көбінесе көп азаматтар өзінің түсін басқа тілде көреді. Себебі олар өмірде де ойлау қабілеті басқа. Мысалға ішінде де қазақша сөйлесе де, бірақ ол орысша ойлайды да. Кейін аударып барып қазақша сөйлейді. Ал мен қазақша ойлаймын. Ол тура менмін. Қазақша ойлаймын, сондықтан мен мүмкін өзім сөз саптауым маған оңай келетін шығар. Сондықтан мен қазіргі таңда өзімнің отбасымда да бала шағамнан соң қатты талап етемін. Мен айтамын, сендер бірінші ойлау қабілеттерің қазақша болу керек, түстеріңді қазақша көру керексіңдер. Содан кейін сендер ағылшынша үйреніңдер, орысша үйреніңдер, қытайша үйреніңдер. Оның барлығы ол өздеріңнің еркілеріңде. Достарыңмен қалай сөйлесесің, ол өз еркіңде. Бірақ үйде шаңырақтың астында мен немесе өзара бауырлар қазақша сөйлеңдер деп мысалы ұрсып жатам кейде. Бір жылдары мен мүлдем орысша үйде телевизорден ешқандай ақпарат, видео материал қостыртпадым. Ол жағынан менің жұбайым үлкен үлес қосты. Сіз айтқандай ол орысша ойлап өскен азаматша болғандықтан ол да орысша сөйледі. Бірақ та ол менің қазақшаға деген махаббатымды, қазақшаға деген жанның ашығанын көре тұра, ол сол өзінің өмірінде кездескен қиыншылықтармен өзінің бала шағасы кездеспесін деп, мысалға үйде мүлдем орысша көруге рұқсат бермейді балаларымызға. Соның арқасында мысалға қазіргі таңда үшеуі де, мен үш бала шағамда сюрпризді тосын сый деп айтатын деңгейде. Сондықтан енді жұмыс жасап жатырмыз. Бұның барлығы менің ойымша отбасыдан басталады. Білмеймін, енді интервью барысында өзімнің сөз саптауым қазақша маған көбірек ыңғайлы. Сіз негізі оптимистсіз. Мен оптимистпін. Оптимист, сызық, реалистсіз. Сол сәттілікті өзіне шақырады. Оны кім білмеймін, өзім сондаймын кішкентай кезімнен. Джеки Чанның киносын көп қараған шығармын мүмкін. Или Джим Керридің мысалға, соларға еліктеп кезімнен кішкентай кезімнен әйтеуір бір күлкіге жақын болатын, әзілге жақын болатын. Кино қараған кезде мысалға маған комедия қараған өте қатты ұнайды. Маған махаббат жайлы драма немесе бір ужастик деген қорқынышты кинолар ондай қатты ұнамайды мысалға. Музыка жағынан да сіз андай лирикалық, драматикалық әуендер тыңдамайтын сияқтысыз. Қиялдап кететін маңдай жоқ, тыңдай берем. Ол адамның ішіндегі толтырады ғой дегенмен де. Әртүрлі мағынасы бар өлеңдерді тыңдаған жақсы көрем. Термелерді де тыңдаймын. Қазір Қазақстанда мықты жас артистер де керемет шығып жатыр. Олардың өлеңдері де әдемі. Соларды тыңдаймын. Менде бір қатып қалған бір таңдау, мен осы артистке ғана жақынмын деген жоқ ондай. Мен меломан, кез келген өлең тыңдай беремін. Симфоникалық өлеңдер болсын, поп, рок, рэп, мағынасы жоқ. Маған ұнаса, сол сәтте маған жағып тұрса, мен оны тыңдай беремін. Мен содан ләззат аламын. Бірақ та мен осындай қатып қалған балет әртісімін, мен күнделікті кітап оқимын, ойбай, мен жұмысқа осылай қатып келіп, жоқ. Олай өмірге деген көзқарасты алып тастау керек. Қиналмау керек. Неменеге қиналасың? Қазіргі таңда қиналатын дүние де жоқ қой. Мысалы 90 жылды көрген біздің үлкен буымыз бір былай айтсам артын ашып күледі ғой бұған. Біздің өміріміздегі жүрген күйзелісімізді ауыз толтырып, ойбай, біз деген мынандай болып жатыр десек. Қазір жұмыс істеймін десең, жұмыс бар. Екі қолға бір күрек табылады. Шетел оңай, шетелге бару. Әлемді аралау, тіл жаттау, ақпарат алу, білім алу, өзіңді өзің дамыту,
шарықтату барлығы оңай. Ғаламторға кірде, керек ақпаратыңды ал, оқы, ізден. Бірдеме ұнамай ма, онымен айналыспа, басқа бірдемемен көр. Мүмкіншілік бар, аштан өлмейсің. Бұл білмеймін енді, ол әрине мен енді өзімнің сана сезіммен айтуым мүмкін. Басқа біреулер қарайды да, сен шын өмірді білмейсің ғой деп айтуы мүмкін мысалға. Сен не білесің, сен қандай қиыншылықты көрдің деп. Айналайындар, мен оқу бітіргеннен бастап ата-анамнан тиын алмаймын деп өзіме сөз бергем. Мен көлік жудым. Мен 1000 теңгені 2,5 апта созған күндері болды. Дос балалармен квартира жалдаған кездерім болды. Пияз қуырып жеген кездері болды. Тек қана пиязды. Себебі ата-анамнан бірде-бір тиын алғым келмейді. Ата-анам бермейді емес, береді. Бірақ та мен үшін сол кезде бір оқуымды бітірдім, рахмет, болды. Осыдан бастап өзімнің өмірімді өзім алып кетуім керек деген сана сезім болды. Пияз қуырып жеген кез болды. Пияздың өзін тұзбен әшейін. 8 пияз турап дос бала екенмін. Соны нанның үстіне салып па? Нанда жоқ қой сол. Нанда жоқ. Сондай кездерде болды. Троллейбуспен қоян болып тығылып, контролерден тығылып жүрген кездер болды жұмысқа барып. Жұмысқа барып қарызға ақша алып, соны айлық алған кезде сол қарыздың жартысын соған береміз. Айлықтың жартысын сөйтіп жүрген кездері болды. Сіз кардебалеттен бастадыңыз. Кардебалеттен бастадым. Ал негізі бастадым. Көрермендерге танымда ақпарат болсын, балеттегі иерархия жайлы айтсақ. Кардебалет, одан кейін корифейлер, одан кейін екінші солист, бірінші солист, одан кейін прима балерина және премьер. Сіз еліміздің үздік театрының Астана операның премьерсіз. Осылардың ішінде ең есте қалған деңгей қайсысы болды? Білмеймін шынымды айтсам. Мен кардебалетте жүрген кезде, кардебалетте жүре тұра, мен мысалы Спартакты биледім ғой 6 маусым күні. Көрермендерге айтайықшы, кардебалет не екен? Кардебалет деген ол осы көп бірге билейтін билерде тұрады, арт жақта басты кейіпкер емес, сахнадағы осы массовый билер. Массовка дейді. Массовка билер. Олардың бірақ билері оңай емес, өте синхронды сақтау керексің, сен жан жақтағы өзіңнің қатарыңдағы шығып кетпеу керексің, бірдей жасау керексің. Ол солистерден де жұмыстары қиын кардебалеттердің негізі. Олар мүмкін ондай жауапкершілік алмайтын шығар, бірақ та олардың жұмысы бізден өте қиын. Оны көптеген билерді әр балеттің биін жаттау, солардың барлығын жаттай отыра, басқалардың деңгейімен бірдей жасау, солардан шығып кетпеу, солармен бірге жасау өте қиын. Сондықтан соның барлығын көре тұра, мысалға мен қатарынан кардебалеттің жұмысын қалдырмай, мысалға Спартак рөлін дайындадым, Щелкунчик рөлін дайындадым, Бенволия рөлін дайындадым. Мысалға мен айтып кеткім келеді, Спартак рөлін 6 маусым биледім 2014 жылы. 6 шілде қала күнінде ұйқыдағы арудағы гүлді ұстап тұрдым бүйтіп. Енді ойлаңыз, Спартак биледім деп мен жыртылып жүрмедім. Мен Спартак биледім, қалай мен гүл ұстап тұрам деген ой болмады. Мен жұмыс па жұмыс. Гүл ұстап тұру керек па? Гүл ұстап тұра бересің. Басқа бірдеме билеу керек па? Половецкий пляскида шығу керек па? Кардебалетте Спартак билегеннен кейін, Щелкунчик билегеннен кейін шыға бердім. Мен үшін ол ешқандай бір қиыншылық, ауыртпашылық тудырмады. Менде эгом өсіп кеткен жоқ. Мен Спартак биледім ғой, мен қалай кардебалетте тұрамын деген мысалы. Көптеген артистер осы құртады. Жаңа айтып жүрсіз ғой, қиын кездерде болған, пияз жедім, троллейбуспен тығылып жүрдім дегендей. Алғашқы жалақыңыз? Жалақым 75 000 теңге ма? 75 000 теңге туралы айтқансыз. Ал қазіргі кезде 15 жыл өтті содан бері. Ауысты ма екен жағдай? Бастапқыда осы театрға келген кезде доллардың төмен болғандықтан біздің жалақымыз өте жақсы болатын. Ол кезде сол $1500 эквивалент болды, кардебалеттің айлығы. Кейіннен девальвация бар, анау бар, сол $700 төңірегі болып қалды ғой қазір. Одан бөлек? Одан өсіп жатыр енді қазіргі таңда, бірақ енді бұл біз акционерлік общество болғандықтан бұл конфиденциалдық сұрақ. Ал қазіргі кезде мысалы балеттің әртісі жалақыдан бөлек басқа жерде ақша тапса бола ма екен? Болады, әрине, ол өзіңнің жеке өмірің ғой мысалға. Ең бастысы сен театрға келіп өзің жұмысыңды атқарып кетсең болды ғой. Сен жеке өміріңде сырт жақтан естіп жүрген кімге қандай қатысы бар? Мүмкін сен курьер шығарсың, мүмкін сен таксиде шығарсың, мүмкін сен басқа жерде бір объем алып стройка жасайтын шығарсың. Ондай да жігіттер бар мысалға. Негізі бізде премьер дегенмен бір ой келеді да, ол бір премьер-министр дегендей зарплата алатындай. Жоқ, біз қарапайым барлық Қазақстанның театры сол мемлекет қойылған бір өзінің бағасы бар ғой, өзінің деңгейі бар, сол айлықты аламыз. Мен былай айтайын,
Біздегі қазіргі таңда мысалы айлықты қозғап жатырмыз ғой. Көбісі ойлауы мүмкін, ой сендер деген не білесіңдер, айлық анау мынау деп. Шетелде алатын болсақ, көбісі айтады, шетелде көп алады ғой дейді. Бірақ шетелде алған кезде сен ол жерде 40%-ын налог төлейсің. Содан кейін көбісі шетелден келген артистер, олар квартираны жалдап алады. Азық-түлік барлығы қымбат. Сол айналып келгенде соларда сол деңгейде жүреді барлығы. Сондықтан біздің Қазақстан басқалардан бір қалып жатыр, немесе олардан озып кетті деген ой емес. Ел қатарлы әйтеуір бір ақырын басып келе жатырмыз. Бірақ егер де сен ер азамат болып, маған осы айлық жетпейді, мен осыған өмірімді сүре алмаймын десең, басқаша да бір дүние жасап, параллельді жұмысты алып жүретін болсаң, ондайда азаматтар бізде өте көп. Мысалға ол ақшаңды өзің қалай үнемдейсің, және де оны қалай қолданасың, ол әркімге индивидуалды түрде ғой. Мысалға біреуге миллион төле, біреуге 200 мың төле. Егер де екеуі ақшаны дұрыс үнемдей алмайтын болса, ол миллион алған адам сол айлықтан айлыққа жүре береді. Ал 200 мың алатын адам, ол кейін ақырын қарасаң көлікті алып жатады, пәтерде де алып жатады. Әйтеуір бірдеме істеп жүреді, бірақ әйтеуір істеп жүреді бірдемен. Әйтеуір жететініне. Ал сол миллион алып жүрген адам сол миллион алған күйі айлықтан айлыққа жүре береді. Ұқпайсың соны. Сондықтан бұл жерде ақшаны айтатын кезде әркім әрқалай. Негізі қоғамда балетке қызығушылық аз сияқты. Бұны немен байланыстырасыз? Қызығушылық аз деп айта алмаймын. Біз ашылғалы бері өз басым Астана опера балет театры. Қазіргі таңда біз тұрақты өзіміздің көп көрермендеріміз бар. Балеттерімізді қалдырмай келеді, қатарынан келетін көрермендеріміз бар. Ең қатты қуантатыны ол үлкен буын емес. Осы біздің жас буын, 20 жас пен 45 жас арасындағы азамат пен азаматшалар. Бір рет театрға келіп, жақсы бір балеттің үстіне түсіп, сол ұнап қалған кезде, сондай көп қатарынан қалдырмай келетіндер бар, премьераларды келді, қатарынан қалдырмай өзінің таңдаулы әртістері бар, қазір көбінесе көрермендердің. Сондықтан енді Астана опера театры осы 13 жылдың ішінде менің ойымша бір үлкен нәтижеге ие болды. Әрине. Қазіргі таңда балеттер аншлаг, операға жауап бере алмаймын, мен шынымды айтайын. Ол жақта қалай болып жатқанын білмеймін, бірақ балетті айтатын болсақ, аншлаг әрқашанда билеттер табылмай жатады, көптеген достар хабарласып жатады, билет ала алмай қалдық, қайдан алсақ болады деп. Соны айтамын, ұйықтамай жүрсеңдерші деп енді. Тек ірі қалалардың сахнасы балет қойылымына жарайды. Астана, Алматы, Шымкент дегендей. Сондықтан эстрада, театр, актерлері гастрольге жиі бармайтын сияқты, иә? Шымкентте енді салынайын деп жатыр театр, менің ойымша. Бар ол жақта театр, бірақ сахнасы балетке келмейді ол жақта кішкентай. Оған қарағанда Қарағандының сахнасы үлкенірек. Немесе Ақтаудағы театрдың, Дом культураның театрдың сахнасы үлкендеу. Енді Шымкент мегаполис болғандықтан қазір театр салынады деген оймен, соның жолында Майра Мұхамедқызы қатты жұмыс істеп жатыр. Ол кісіге алғысын білдіргім келеді. Ол кісі осындай бір үлкен театр болса екен деп шаршамай әйтеуір шапқылап жүр, министерствоның есігін қағып әйтеуір. Бірақ ол кісіге де біздің президентіміз жақсы қолдау көрсетіп жатыр, салынып жатыр. Енді басқа кішкентай қалаларды алатын болсақ, енді біздің қалаларымыздың тұрғындары да көп емес қой. Қазақ елі өзіміз азбыз ғой, 20 миллионымыз. 20 миллионның 4 миллионы Алматыда жүр, оның 2,5 миллионы Астанада жүр. Қалғанның барлығы ауыл аймақ, кішкентай аудан орталықтарына шашырап кеткен. Енді екінші жағынан біздің жеріміз өте үлкен. Инфраструктураның бір-бірінен бір қалаға бір-бірін жалғаудың өзі өте күрделі мысалға. Алматы мен Астананың ортасындағы 1217 километрді мен көлікпен өте жиі жүріп тұрам. Осы жыл ғана бітірдім мысалға жолын, толықтай ашып. Оған дейін жол деген қорқынышты болатын. Сол сияқты енді басқа жақтың өңірлерінде де мысалға артистер самолетпен ұшып барып, сол жақта өнер көрсету ол ақтамайды. Халыққа сен алып 30 мың, 40 мың теңгенің билетін қоя алмайсың. Иә. Ол өнер деген көпшілікке қолжетімді болу керек. Біз балетті жоғарғы деңгейде көрсету үшін біздің декорацияларымыздың сол жаққа толықтай сию керек. Бір жағынан Астана опера театры осы біздің Қазақстанның өңірлерін аралауға арналмаған театр. Ол үшін бізде басқа театрларымыз бар. Астана балет бар, Алматыдағы Готов театры бар деген сияқты, Шымкенттегі труппалар, басқа да біздің салтанат ұжымдары бар, Шалқыма деген сияқты. Сол ұжымдар солай жүру керек. Солардың деңгейіндегі ренжімесін енді сөйтіп айтып жатыр деп. Бірақ Астана опера театры бұл халықаралық деңгейде қарым-қатынас үшін салынған театр.
бұның бастапқыдағы өзінің масштабы, бастапқыдағы осыған салынған ой, бұған салынған деңгей, халықаралық деңгейдегі бәсекелестікті алып жүретін театр болып салынған. Сондықтан біздің өнерімізді толықтай бағалағысы келетін адамдар Қазақстанның қай жерінде тұрмасын, Астанаға келіп, Астана опера театрының атмосферасын сезініп, біздің спектакльді толықтай барынша мүмкіншілікпен, біздің театрымыздың техникалық тұрғыдағы бере алатын деңгейліктің мүмкіншілігімен көргені абзал болады. Себебі біз осы өңірдегі театрларға өзіміздің үлкен өнерімізді тыққыштап, әйтеуір бірдеме қылып, бүйтіп келтіріп көрсететін болсақ, ол Астана опера театрының деңгейі болмайды. Ол сол аудандағы өңірдегі бір өнер ортасының деңгейіне түсіп қаламыз. Сондықтан менің ойымша Астана опера театры біз кішкентай бір гала балетпен, немесе бір кішкентай бір қойылымдармен, бір актылы балеттермен баруымызға мүмкін. Бірақ та енді біздің Астана опера деп ауыз толтырып айтатын деңгейімізді біз апара алмаймыз ол жаққа, өкінішке орай. Ол бір жағынан қаражат, екінші жағынан ол жерде бағана айтқандай инфраструктурамыз енді дамып жатыр. Біздің еліміз әлі жас, 30 жыл деген не ол? Мысалы, ол дым да емес, тарих жолында өнерге салатын болсақ, ол деген ол жай. Сондықтан оның барлығы әлі келеді. Біздің демографиямыз өсуіміз керек, біздің халық санымыз өсуіміз керек. Сонда әр өңірде өзінің Астана операсы пайда болады. Соны ақтайды. Ал қазіргі таңда біз жарайды, біз салу керекпіз деп әр өңірге осындай Астана опера театрының деңгейін салып тастайтын болсақ, оны кейін күту керек, ол ғимаратты. Оған қаражат бөлу керек, ол жерге ұжым жинау керек. Ол мысалға осындай деңгейдегі театрды салған кезде 200 мың тұратын қаланың ол сахнасын толтырып үлгере ма, жоқ светіне ақша төлеп үлгере ма? Біз 3 күн қатарынан бір спектакль қоямыз. Және де біз тек қана балет қоя алмаймыз, өкінішке орай. Қазіргі таңда біз балетті мына пирамидада қойып жатырмыз. Анда-санда сол жақта да қоямыз. Халықтар үлгерсін. Себебі мына жақта біз операны да көрсетуіміз керек. Себебі бұл опера балет театры ғой. Екінші жағынан бізде Астана балет театры бар. Екі театр, менің ойымша, бір Астанаға ол көп емес, аз да емес. Бағана айтып отқандай, көрермендердің сұранысы, келуі көбейген сайын біз спектакльдің қойылымын көбейте аламыз. Оған бізде әлі мүмкіншілік бар. Егер де біз айына бір 25 балет қойып, ойбай үлгере алмай жатырмыз деп жатқан кезде мүмкін салуға болады театр. Бірақ қазіргі таңда бізде ондай қарқынды репертуар жүріп жатқан жоқ қой. Бізде сахнаның декорацияның ауысу бар, анау бар, мынау бар. Сонымен көбінесе уақыт желеніп қалады. Бірақ та біз көрермендерді толықтай қамтамасыз ете аламыз. Өнер академиясы хореография және балет мектебінде оқитын балаларға не айтасыз? Сабақтарын жақсы оқы деп айтамын. Енді оларға мен қандай ақыл айта аламын? Олар бірінші ата-аналарының ақылынан асып түспеу керек. Бала болғандықтан олар әлі күнге дейін өздерінің не қалап, не қаламайтындарын менің ойымша толықтай түсінбейді. Сондықтан жауапкершілікті жоғалтпау керек. Ең бастысы немен айналыспаса да соған жауапкершілікпен дұрыс келу керек. Жауапкершіліксіз не істемесең де оның мән мағынасы болмайды. Сондықтан нәтижесі болмайды. Оқып жүрген балаларға тек қана қазақ балет хореографиясының түлектерін емес, барынша жастарға айтатын жауапкершіліктеріңді жоғалтпаңдар. Қазіргі таңда жауапкершілігі жоқ азаматтар көбейіп жатыр, өкінішке орай. Жаңа осы сұхбатта айтып жатырмыз ғой, негізі жеңіл мамандық болмайтынын жиі айтамыз. Дегенмен балет әртісі ғасырлар бойы патшалардың ерекше құрметіне ие болған. Сіздің ойыңызша балет әртісі мамандығының ең үлкен қиындығы неде? Бәсекелестікке шыдай білу. Сол ең қиындықшылығы. Өйткені бағана айтып отырмын ғой, көп әртістер, сіз айтқандай, мысалы, сіз таңғалып отырсыз ғой, неге сіз бірінші әртіссіз осылай көзқараспен қарап отқан? Себебі мен мысалға қазір өзімнің балет өнерімнің шыңында жүрмін ғой, мысалы. Қазақ балет десе Бақтияр Адамжан деп, көбісі мысалы жан-жақтан маған жақсылық айтады. Ой, Бақтияр Адамжан деп таң салып жатады, таңданып жатады. Бірақ та мен бұның барлығын жай нәтиже ретінде қабылдаймын. Бірақ та ертең мен толықтай түсініп тұрмын, мысалға бір уақыт өткеннен кейін бұл да бітеді, бұл да өтеді, бұл да кетеді. Менен кейін де басқа жұлдыздар пайда болады. Сондықтан бұған
алдын ала дайын болу керек. Ал егер де сен осымен әлі айналысып жүрсең, бәсекелестікке дайын болу керексің. Ал бәсекелестікке дайын болу үшін біздің өнерде сен физикалық тұрғыда дайын болу керексің. Өзіңді өзің күтіну керексің, денің сау болу керек, ұйқың дұрыс болу керек, тамағың дұрыс болу керек. Психологиялық тұрғыда сен андай іштарлықты көрсетпеу керексің. Сондықтан алда келе жатқан өзгерістерге дайын болу керексің, алдын ала дайын болу керексің. Мақал бар ғой, мысалға қыстағы отынды жазда дайында деген сияқты. Сол сияқты қазірден бастап мен мысалға болашақта не істеймін деген сияқты ойларды жиі өзімнің басымнан өткізіп соған бір жауап іздеп жатырмын. Сондықтан егер кетіп жататын болсам сахнадан, бұл мен үшін бір ауыр бір оқиға немесе бір қиыншылық тудыртпау керек. Басқа бағана айтқандай халықаралық байқау жеңгеннен кейін ой келді дедім ғой, мысалға жан-жақты болу керек депші. Сондықтан сахнадағы өнерім аяқталған кезде мүмкін басқа жақта айналысатын шығармын мүмкін. Алысқа бармайық, Ресейдің балетін алайық. Великий русский балет дейді ғой. Ол Ресейдің балетінің бір ерекшелігін көп айтады да әлемде. Ресейдің балеті мен Қазақстанның балетінің арасында айырмашылық көп пе екен? Қаражат жағынан ғана айырмашылық көп. Басқа олар ешқандай айырмашылығы жоқ. Олар Великий русский балет деп неге айтады? Себебі кезінде гастрольдік сапарларын өте көп жиі жасаған. Бір жағынан географиялық тұрғыда оларға Мәскеу мен Санкт-Петербург Европаға өте жақын. Олардың тарихы бұрыннан бері келе жатыр мысалға. Балет өнерін бастапқыда 250 жыл бұрын бастап кеткен мысалға олар. Ал бізде тек қана енді ғана бір 90 жыл болды. Егер де қазіргі таңда біздің Астана опера театрының деңгейіне мықты жақсы қаражат салып, осы шетелдік сапарларға, гастрольдік сапарларға біздің өнерімізді көрсетуге мүмкіншілік берсе, қазақ балеті кем түспейді. Бізде сол жоғарғы деңгейдегі классика балетін біз өте жоғарғы деңгейде билеп бере аламыз. Біз ешқай жерден Ла Скала болсын, ABT болсын, Роял опера болсын, Большой театр или Санкт-Петербургтағы Мариинский театр болсын, олардан бізде ешқай жеріміз кем емес. Тек қана біздің штатымыз аз, және де болды. Қазіргі таңда біздің Астана опера театрының деңгейі өте жоғарғы деңгейде. 2012 жылы Астана операсының директоры, композитор, қоғам қайраткері Төлеген Мұхамеджанов мырза еді. 2013. Сол кезде аттестация деген күйені енгізді сол кісі. Көп әртістерге ұнамады сол жағы. Сіз де содан өттіңіз, әлі де бар ма сол? Бар. 3 жыл сайын кездесіп тұрады, аттестация өткіземіз, тапсырамыз. Толықтар біреу жұмыстан шығады, біреу жұмыстан деңгей дәрежесі көтеріліп жатады. Ол жақсы үрдіс. Бағана айтып отқандай бәсекелестік қой, ол өзің дайын болу керек. Бұл Астана операда жұмыс істеу, бұны бір аспаннан салбырап түскен дүние деп қабылдамау керек біздің әртістер. Бұл деген абырой, Астана операда жұмыс жасау. Бұл деген қуаныш, бұл деген көптеген әртістердің басына қона беретін бақ емес. Бұл әлемде жүрген мықты әртістер бұндай деңгейдегі театрда жұмыс жасай алмайды. Жасамайды да. Ал біздің әртістер бұған қуану керек Астана операда жұмыс жасап жүргеніне. Осындай ортада, осындай театрда өздерінің орнын тапқанына бұлар өте қатты қуану керек. Бұл олар үшін абырой болу керек. Оны қалай шешесің сен өте алмасаң? Бұл сен керек емессің. Сен деңгейің сәйкес келмейді бұл театрға. Физикалық тұрғыдан, әртіс жағынан дайын болу керексің. Сен дізің тартылмауы мүмкін, мысалға сен семіріп кетуі мүмкінсің. Өзіңе өзің күтпей, мысалға 3 жыл жүріп аттестацияға келген кезде, ойбай бір ай қалды деп өтірік түр жасап жұмыс істеп кететін болсаң, оның барлығы байқалады ғой. Мысалға айтасың ғой, сен айналайын, сен 3 жыл жүрдің, то ұйықтап қаласың, то бір жерің ауырып қалады. Сен кешігіп қаласың, немесе сахнаға шықпай қаласың, не шықсаң да нашар билейсің, физикалық тұрғыда дайын емессің, семіріп кеттің, сахнаға деген сенің бет әлпетің келмейді, сен біздің труппаның көзқарасына кірмейсің. Не қыласың сен оны артисті сол жерде сақтап ұстап? Не қажеті бар оның? Оның орнына басқа дайын біреуді ал. Сонда бізде жоғарғы деңгей сақталады. Ол өте ауыр, өте күрделі, мен сізді түсініп отырмын. Ол басқада өте алмаған әртістер үшін де өте ауыр болуы мүмкін. Бірақ та сен оны алдын ала ойлау керексің. Сен егер де Астана опера театрында жұмыс істеп жүрсең, сен оның бағана айтқандай халықаралық деңгейде бәсекелестікті көтеріп жүретін театр болып салынғандықтан, сен соның деңгейіне сай болу керексің. Неге Астана опера сенің деңгейіңе түсу керек? Сен біріншіден Астана операның деңгейіне шығу керексің. Соны сақтай білу керексің. Ал керісінше егер де ондай әртістерді біз жарайды бопты деп ала салатын болсақ, онда Астана опера театрының деңгейі сол әртістің деңгейіне түскен деген себеп.
деген сөз. Михаил Барышников бір интервьюінде балеттің не екенін білгіңіз келсе, артистің бетіне емес, аяғына қараңыз деген. Бел грыжасы, сынған саусақтары, байлам жарақаттары кәсіби жолдың ізі секілді. Рудольф Нуриев, Майя Плисецкая, Болат Аюханов және тағы басқа артистердің аяқтарының фотолары интернетте толы. Сіздікі де ме сондай? Ақпан айында мен операция жасадым, буындағы бір сүйекті алып тастадым. Бірақ та енді оны бір айтып отырмын ғой. Жоқ, суреттерге қараған кезде шынымен де кішкене қорқынышты сияқты. Білмеймін, менің өкшем роп-розовый. Жұп-жұмсақ, саусақтарым топ-томпақ. Әп-әдемі. Мен өзімде жоқ ондай қорқыныш жоқ. Тырнағын алып, уақытысымен аяғын жуып жүрсең не болады оған? Ыңғайлы аяқ киім ки. Білмеймін, олар анатомический бір өзгерістерге ұшыраған шығар, бірақ мен мүмкін сондай бір аспаннан салбырап түскен талант бар шығар менің дене бітімде. Бұл енді кезінде балет өнерінің пропагандасы былай жүрді. Біз қиналып жүрміз. Біз әртіс, біз аяқтарыма қараңыздар, ойбай деп мысалға. Мен ондай үрдісті сақтамаймын. Ол әр кез келген жұмыстың өзінің қиыншылығы бар мысалға. Ішкі істер қызметкерлерін алатын болсақ, таңның атысынан кештің батысына дейін сол көліктің ішінде біздің қауіпсіздігіміз қарап жүреді. Немесе мысалы төтенше жағдайда айтайық. Менің әкем төтенше жағдайдың бастығы болған кезде Жаркент Панфилов ауданында. Көктем қалай шығады, қардың қалай ерігенін бастайды, аяғына етік киеді, Ниваға отырады да, сонымен тау тас жағалап, бүткіл платиналардың барлығын тексеріп, мұздықтардың қалыңдығын тексеріп, қай жерде өрт туындауы мүмкін, қай жерде қандай ағаш қурады, соның барлығын толықтай білетін. Солардың қасында енді біз жып-жылы жерде өзіміздің дайындалып жүргенімізге қарап күлетін шығар енді мысалға. Немесе фельдшерларды алайық, дәрігерлер, ұстаздарды алайық, балаларға білім беріп жатқан, олардың жүйкесі тозып кеткен. Әр баланың мысалға ата-аналары менің балам ақылды деп береді да, ол на самом деле ондай емес болып шығады, бірақ ұстаздан келіп талап етеді, енді ол әр жұмыстың өзінің қиыншылығы бар ғой, мысалға шахтерлар болды дейді мысалға, кез келген жұмыстар. Сондықтан енді бір балет әртісін білгің келсе аяғына қара деп, білмеймін енді, ол күрек ұстайтын адамның қолына қара деп, мысалы ол қуған әңгіме мен үшін. Ол әркім индивидуалды, біреуінде бар, біреуінде жоқ. Біреуіне келеді, сондай, біреуіне келмейді. Біреу қиналып жүреді, біреу қиналмай жүреді. Сондықтан оның барлығын алып келіп бір өнерге, мысалға бір балетке тақап тастауға болмайды. Мен талай адамдарды білемін, балетке келеді да, олар аха деп жеп жеңіл желпі дым болмай өмір бойы сөйтіп билеп өтіп кететіндер бар. Біреулер бар, бастапқыда қиналғаннан бастап соңына дейін қиналып жүреді. Оларды өзгерте алмайсың сен. Ол біреуінен былай сұрасаң былай айтады, біреуінен былай сұрасаң былай айтады. Сондықтан мысалы қазіргі таңда сіз менен сұрап жатырсыз ғой, менің көзқарасым басқа. Ертең келесіз де басқа біреуден сұхбат аласыз, олар ойбай қиналдық, ойбай мазоль, өкшем деген ашылып кеткен, саусақтар қисық. Сондықтан мен өз басымнан өтпегендіктен мен білмеймін, оған басқаша қараймын. Спортта жарақат алғандарға реабилитация жүйесі бар, ал балетте ондай қолдау жоқ. Астана опера театрында бар. Соңғы бір жылда бізде Самұрық қазынаның қолдауымен бізде үлкен реабилитациялық ортаға ашылды. Ол жерде бізде лазер бар, магнит бар, электрофорез бар, текар бар, компрессионный шалбарлар бар, өзіміздің келетін травматолог докторымыз бар, медсестрамыз бар. Сондықтан үлкен рахмет айтқым келеді біздің министрлікке, біздің театр басшысына, Самұрық қазынаға осындай бір үлкен дүниені бізге жақсылықты сыйлағаны. Қазіргі таңда соның арқасында көптеген әртістер өзінің реабилитациясын тегін, оңай бір жерде алып жатыр. Сондықтан енді бізге көңіл бөлмейді деп айта алмаймын. Бұрынғыдай сондай үрдіс болды, бірақ осы бір жыламаған балаға емші жоқ дейді ғой, сол сияқты жылап әйтеуір сұрап шығарып алдық. Рахмет, күшті. Қазір БТЛ деген компанияның күшті құралдарын алып келді, өте қымбат, жоғарғы деңгейде. Сондықтан қазіргі таңда ол жағынан Астана опера театрында ондай қазір сұраныс жоқ. Ондай сұрақтың жауабы табылды. Енді Алматыдағы театр немесе Астана балет театрларының жағдайын мен білмедім. Сахна сізден не алды, ал не берді? Сахна айлық береді, ай сайын. Қуаныш береді, көрермендермен солармен кездесу береді. Сахнаға мен не бердім? Сахнаға мен өнерімді бердім,
өмірімді бердім деп жыртылайын ба, жоқ. Олай емес әрине, бірақ та білмеймін, енді сахнаға не бере аламыз біз әртіс ретінде. Біреулер денсаулығымды тастап кеттім деп айтады. Ондай, мен айтып отырмын ғой, мен ондай көзқараспен өмір сүрмеймін. Иә. Денсаулығымды мен неме үшін сахнаға беруім керек? Дайындық барысында сен дайындаласың, дайын болсаң сахнаға шығасың да өнерін көрсетесің, болды. Оны қиналып сен ешкім желкеңнен сүйреп шығарып жатқан жоқ. Мүмкін бір нәрселерге үйреткен бе екен сізді? Үйреткенде енді қобалжу деген мысалы бастапқыда болмайтын менде кішкентай кезімнен. Халықаралық байқауларға да барған кезде ондай біреу сені келіп автоматпен тақап бар сахнаға шық деп мысалы сен зорлап сахнаға қуалап жатқан жоқ. Ондай ешкім жоқ. Шығатын өзің, таңдауың өзіңдікі. Сондықтан сахнаға шығасың да өнерін көрсетесің, болды, кетесің, рахметіңді айтасың. Себебі мен басқа біреуге өзім зиян тигізгім келмеді. Ешқашан да біреудің ала жібін аттамадым деп ойлаймын. Мүмкін біреудікін аттап қойсам ренжімейтін шығар, кешірімдер. Бірақ та менде бір жаман ой, біреуге бір жаман пиғылым, іштарлық ешкімге көрсетпеген болатын. Өз басым сондай. Мысалға мен біреуге жақсылық жасасам, мен оны өзім жақсылық жасағым келгеннен жасаймын. Иә. Менен біреу сұрағандықтан емес, мен өзім жасағым келгендіктен жасаймын. Сондықтан біреумен бірдемен бөлісіп. Ал білмеймін, бір өмірден түйген бір ой болатын шығар сізде? Түйген? Өмірім әлі жалғасып жатыр ғой. 89-ға келген кезде сұраңыздар. 90-ға бір күн қалады сол кезде. 15 июнь, маусым күні келіп. Өмірде не түйдіңіз деп сұрайын. 90-ға келіп қалдым деп айтамын сосын. Өзіңізді бір себеппен сипаттаңызшы. Бір себеппен? Білмеймін қалай сипаттаймын бір себепті. Негізі өзіңізді мақтайсыз? Жарайсың деп қоямын, болды. Ондай жоқ, айтып отырмын ғой, мен андай бір қиялы өзіммен өзім әңгімелесу деген. Өзіме өзім сұрақ қоямын, жауап іздеймін, табамын, болды. Ол мысалға бір жасалып жатқан жұмыс барысында болатын әңгіме болуы мүмкін. Бірақ та жеке жатып алып түнде ойба, мен деген, красавчик, осы жерім күшті кетті ау деп, ондай жоқ менде. Айтып отырмын ғой, бұл деген өмір, ол алуан түрлі болады, ол бүгін мынандай, бүгін ертең басқаша. Бірақ оның барлығы сені бір сындырмау керек дегенмен. Ол бір қиналатын, Құдай сақтасын, еліміз аман болсын ең басты, соғыс басталып кетпесін. Дүние жүзінде болып жатқан оқиғалардың барлығын оқисында қазақ елім аман болсыншы. Қазақстаным тыныш болсыншы. Қандай болмасын, соғыс болмасыншы. Аман болайықшы, осы бір ауызбіршілігіміз жоғалып кетпесінші. Сол мен басты, осы бір басты ауыртып, бір қатты бір уайымдайтын дүнием. Ал қалған бір біздің өмірімізде болып жатқан майда шүйделер, ең басты туған туысқанымыз аман болсын, қасымызда болсын, бауырларымыз қасында болсын. Сол. Ал енді басқа бір жұмыспен байланысты бір проблемалар, басқа адамдармен қарым-қатынастағы бір түсініспеушіліктер, оның барлығы менің ойымша бір сондай бір ауыз толтырып айтатындай бір әңгіме емес сияқты. Негізі сіздің поклонницаларыңыз көп пе екен? Поклонница деп өнерімнің поклонниктары жеткілікті, бірақ та мен ешкімді жеке өміріме кіргізбеймін. Бастапқыда өзімді қалай ұстайып, сондықтан ешкімде менің атыма ондай бір басқа жағынан ешқашан әңгіме айтпайды. Тек қана өнер жолында, осылай өнеріңіз керемет, келдік спектакльге, рахмет, қатты ұнады, болды. Менде рахмет, алғысым шексіз, қош келдіңіздер, болды. Сіз 3 баланы тәрбиелеп жүрсіз. Әке жолын жалғастыратын қалайсыз ба? Егер де қаласа, шектеу жоқ ешқандай. Мен ешқашанда өзімнің бала шағамды ештеңемен шектемеймін. Барынша өзімнің қолымнан не келеді, толықтай қолдауға тырысамын. Бір жағынан күліп айтып қоямын, менің үлкен ұлым балетке тым ақылды деп. Себебі апасын тартқан математик. Математикаға өте бейім, инженерия, осындай бір роботехникаға өте жақсы. Бір жағынан спортпен де айналысады, велосипедпен. Мүмкін болашақта тоже бір профессионалдық тұрғыда велосипедпен айналысу мүмкін. Екінші ұлым ол фортепианода өнер несінде оқиды қазір. Икемі келеді, жақсы, слухы жақсы. 6 жастан бастап сол фортепиано аспабында ойнайды қазіргі таңда. Осы көктемнің басында Павлодарға барып, 1-ші орын алып келдік. Ол жерде ешқашан Адамжан Бақтиярдың баласы деп ондай барған жоқ. Өзі барды, ойнады, 1-ші орын алды, келдік. Қуаныштымыз. Енді
мен әке ретінде тек қана оларға көмек көрсетуім керек қой, қолдауым керек. Бірақ та енді ол балаларды өйтіп асыра бір бүйтіп соларды бір шоққа түсірмей бүйтіп мәпелеудің қажеті жоқ. Қыз баланы еркелету керек, өсіру керек, қорғау керек, қоршау керек. Ал ол балаларды олар өздерінің ағымдарына жіберу керек оларды. Сондықтан немен айналыспаса да ең бастысы адам болып қалсын. Сол менің бастапқы талабым. Адам болсын, қоғамда дені дұрыс азамат болсын, еліне, жеріне пайдасы тиетін азамат болсын. Ең бастысы зиян алып келмесін ешкімге. Сол бастапқы. Жобамыздың аты ойлау деп аталады. Ал қазіргі таңда Бақтияр Адамжанда қандай ой жадында жүр? Ойланбаймын. Енді менің көп ойлайтын дүнием сол бағанағы еліміздің тыныштығы, және де елімізге қандай пайда алып келсем деген ой. Және де отбасымды жақсы деңгейде асырау, соларға жақсы деңгейде сапалы өмір сыйлау. Осы артымнан қалған ұрпақ саналы, көзі ашық, көкірегі ояу болса екен деген ой. Бұл басқа арман жоқ ондай.